Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Баршаңыз Алланың сәлемі, рахматы, берекеті болсын. Бүгін осынау күнде ағамызбен жолығып отырық. Алла разы болсын аға сізге шақырып жатқаныңызға. Жалпы енді шариғат тұрғысынан қарайтын болсақ, шариғат Аллах Тағала бізді, болмаса пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір нәрсеге бұйырады, бір нәрседен тыяды. Жалпы бүкіл шариғаттағы үкімдер осы екі нәрсенің арасында жүреді ғой. Әмір, нәхи, яғни бұйрық, тыйым. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: "Иннал халала бейнун ва иннал харама бейнун." Халал анық, харам анық дейді. Арасында бір жаңағыдай муштабихат, яғни күмәнді нәрселер бар дейді. Кімде-кім осы күмәндіден сақтанатын болса, онда ол өзінің арын, дінін сақтайды. Ал енді кімде-кім осыған түсетін болса, онда ол харамға түсіп кетеді дейді. Осы бір турасындағы бір ашатын болсақ, халал харам жайында бір. Бұл да бір қазір өзекті мәселе болып тұрған тақырыптар ғой. Бәрекелді. Енді адал арамға келетін болсақ, Алла субханалла тағала Құранда мынау нәрселерді арам қылдым, мынау нәрселерді адал қылдым, менің тыйғанымнан тыйылыңдар, рұқсат бергенін жей беріңдер деді. Дұрыс па? Аят бар бұл турасында. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірден өткеннен кейін Абу Бакр ас-Сидиқ халифа болды. Сол уақытта әрдайым Абу Бакр не жеп, не қойып жатқанын сұрап жейтін еді. Сонда бір күні нәпсіге еріп, қарны ашып тұр, бір тамақты бір тістеп жеп қояды. Сонда қызметшісі: "Я халиф" дейді, басқарушы, Сидиқ дейді, Абу Бакр дейді. Алла ол кісіден разы болсын. "Бүгінгі тамақты сұрамадың ғой, қаяқтан келді деп әрдайым сұраушы едің ғой" дейді. Сонда Абу Бакр ас-Сидиқ осы турасында не дейді? Қаяқтан келді дейді. Бірденен шошып кетеді. Қаяқтан келді? "Мен надандық, бодандық дәуірінде палшы едім" дейді. Яғни палашуш едім дейді. Содан ақша табатым дейді. Сол уақытта біреу маған келді да қарыз болып қалды сол дәуірде. Мен енді исламға өткеннен кейін сол қарызымды әкеп берді дейді ғой, ойлаңызшы. Мына соған келген тағам еді дейді ғой, субханалла. Абу Бакр қызарып, бес саусағын дығып, қиналып тұрып құсады. Құсады, Құдай сақтасын да, қиналып кетеді. Сонда Омар радиаллаху анху келеді да, Алла разы болсын ол кісіден: "Я Абу Бакр, болды ғой енді, Алла сені кешіреді ғой енді" деп еді. "Жаның шығып кететін болды ғой" деп еді. "Жаным шығып кеткені жақсы еді" деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқаны бар еді: "Бір харам көрген қарын тозақты көрмей шықпайды" деп еді деді. Қараңыз да. Сондықтан бұл адал мен арамға қатты мағына мән беру. Біздің ата бабаларымыз қандай болған десеңізші, доңыз жайылған жерге малын жаймаған біздің бабаларымыз. Ойлаңыз, доңыз жайылған жерге біздің малын жаймаған. Ит жалап кеткен, мысалы ит үйге кіріп мұрны сұғанақ қып тыға ма жаңа үйге қарай? Енді айдаланың өзінде құртыңдар мына итті, мынау сұғанақ дейтін еді. Қараңызшы, ит деген үйге жоламайтын еді. Қараңызшы, ит ол не істеу керек? Иттің мақсаты ол үйді қору керек. Аңға шыққанда шығаратын иттердің түрлері бар мысалға да. Иттің өзі мысалға сілекейі тиіп кетсе, ол жерді жуу керек, басқа қылу керек. Міне қараңыз. Ал енді сол доңыз жайылған жерге біздің бабаларымыз ит жалап кеткен бірденен қоя салатын ыдысты жоламайтын, оған болды дейтін, бітті, харам болды дейтін. Қараңыз, біз сондай бабалардың ұрпағымыз ғой, субханалла. Сондай аталардың ұрпағымыз. Қазір келіп алып анау да болады, мынау да болады. Жеңілдетіп жібердік та біз. Жеңілдетіп жібердік. Алла сақтасын. Мына құлқыннан не өтеді? Мына құлқыннан сол ертең шығады. Қараңызшы, қарынды немен толтырасыңдар деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сендерден сол шығады деді. Енді қазақтың даналығын қараңыз да, асқазан дейді мынау. Мысалға ожау қазанның түбіндегін алып шығады. Дұрыс па? Қазанның түбіндегін алып шығады. Бұл асқазан ғой. Асқазан деп тұр ғой енді. Біздің тіліміз ожау. Міне қараңыз қазақтың даналығын. Біздің тіліміз ожау. Енді осы тіл, мына іште не? Жегені харамыңды алып шығады ғой. Сен ішкенің шайтанның нәжісі болса, ол саған жақсы нәрсе шыға ма? Алланың тыйғанын жесең, тыйғанын тыйылмай жесең, ол жақсы нәрсе алып шыға ма енді?
ол жақсы нәрсе алып шықпайды. Одан жақсы сөз шықпайды. Сосын сенің аузынан шешең, әкең боғауыз шығатын осы өсек, өтірік. Осыдан шығады барлығы. Қарашы. Сондықтан қолдан келгенше пайғамбарымыз айтсам, адал еңбек етіп, адал рызықтан жеңдер деген ғой. Міне, қазір көптеген діндар бауырларымыз да бар. Алла сақтасын, намаз оқиды, басқа. Бірақ болды дейді, сондай бір ағымдарда шығып кеткен. Бітті, тек қана Алламен бірге болып қаламын. Шықпайды. Мешіттен шықпайды. Пайғамбарымыз сол кезде айтты ғой. Бір адам әрдайым мешіттен шықпай отырады екен, бір күн қарайды, 2 күн қарайды. Анау шақырыңдаршы ма дейді, ымдайды. Шақырып келеді. Сіздің бала шағаңыз бар ма дейді. Бар дейді. Кім асырайды оны дейді. Менің бауырым бар дейді. Қызмет етеді, өзінің де бала шағасын асырайды, менің де бала шағам намазда оқиды осы жерге келіп дейді да. Сонда пайғамбарымыз сізге қарағанда бауырыңыз сізден абзалырақ деген екен да. Сізден жақсырақ деп айтқан екен. Қараңызшы. Сондықтан альхамдулилlah, құлшылық өз орнына, тіршілік өз орнына. Қараңыз, мысалға міне құстың қос қанаты бар дейік. Бір қанаты құлшылық, енді Расулалла саллаллаху алейхи айтып тұр ғой. Намаз оқуға бара жатқанда мен әрбір намазымды соңғы намазым деп сезінемін деген. Ассаламу алейкум рахматулла деп оң жағыма қарап, сол жағыма қарай алмайтын күн келіп қалады деген. Қараңызшы, бар ғой мұндай, хадисе бар, Қазір өліп кететін не болыңдар құлшылыққа келгенде. Тіршілікке келгенде ше, адал табыс табуға келгенде өлмейтіндей болыңдар деген, өлмейтіндей болыңдар деген. Қараңызшы, өлмейтіндей болыңдар деген. Өлмейтіндей. Дүниеңді жина адалына, жинама деген жер жоқ бұл жерде. Жина, адалынан жина. Сондықтан пайғамбарымыз айтсам, барлық нәрсені адалынан істелінсе, жұмысыңды алға жүреді, өміріңде өзгереді, ол ақиқат. Сондықтан біз көптеген нәрселерге қазіргі таңда менің қуанып жатқаным Қазақстанның өзінде де көп. Енді бұл жарнама деп ойлап қалар, бір жарнама емес. Мысалға мен араласамын, Тараз, көне Таразда Абай деген бауырымыз бар. Абай, Қуандық, тағы да бауырларымыз, Алла разы болсын. Дубай холл деп бір үлкен халал асхана ашты. Үлкен. Енді Тараз жамағатына таңдау бар. Бізде енді білмеймін, Алматыда бар ма жоқ, бірақ Тараз жамағатына таңдау бар. Себебі олардың ыдысына тек қана адал құйылады. Алып келетін тамақтары да өздері бар базарға. Міндетті түрде алатын заттың бәрін сертификатын қарайды. Ет қалай сойылды, оған қарайды. Қараңызшы, Құдайдың құдіреті. Бисмилля, Аллаху акбар айтылмаған ет не болады? Арам болады. Арам болады. Соның бәріне қарайды, өздері алып келгізеді. Енді бұл Тараз жамағатына не бар? Таңдау бар. Сондықтан, ой, абеке, сіздер өссеңіздер, салсаңыздар, келеміз ғой деген адамдардың қазір таппай қалдық, үшін көрмей қалдық дейді да, мысалға дейді да. Енді таңдау бар да. Түсінем, амалсыз таңдау болмаған жағдайда барамыз да, Раббым кешірші бізді. Кешірші, адалынан көрсетіп берші осын дейміз да. Қазіргі таңда бізде енді көп тойлар, Аллаға шүкір, ішімдіктен қайтты ғой. Қайтты. Бірақ дегенменен бұл жердегі менің айтайын деп тұрғаным, Құдағидан ұялатын болып кеттік та біз. Құдадан ұят қой, Құдағидан ұят қой. Құдайдан қашан ұяламыз біз? Қашан Құдайдан ұяламыз? Алла тағала Құранда не қыл деді? Иннамал хамр дейді, мысалға. Барлық мас қылушы нәрсе, майсир, құмар ойындар, соның барлығы шайтанның нәжісі. Ана құмар ойындар шайтанның амалы, ойыншықтары дейді. Қаншама адам қазір осы арақ ішкен, адалды таңдамаған адамдардан сұрайсың. Осыдан сенің дәрежең өсті ма десең, өшті деп бас салбырап кетеді. Өшті дейді. Одан өскен адамды көрген емеспіз біз. Шындығында көрген емеспіз. Ал өшті дейді. Ал құмар ойнаматқанда лудамандарды айтсаң, үйді тігі жіберді, бала шаға кетті, Құдай сақтасын да. Ойлаңызшы. Баяғыда бір ақсақал, дана кісі ғой енді, біздің ақсақалдардан данасы, айтқан екен, балам, мен өмірден өткеннен кейін арақ ішкің келсе, ауылда пәленше деген бір арақ ішкіш алкаш бар.
соны тауып алып соған іштеген екен. Сөйтіп нәпсісі тартады жаңағы, соны іздеп шығады екен ананы. Сөйтіп бара жатса, ана адам үйіне жете алмай жатыр дейді да. Бұтына жіберіп қойған, үстінің бәрі нәжіс, аунаған шаң. Қарап тұр, субханалла, әкем осыны көрген екен, айтқан екен ғой. Осындай болып қалмасын, осыдан ғибрат алсын деген екен ғой деп, әлгі саналы жігіт бұдан бас тартты дейді. Құмар ойнағысы келді дейді. Әкем айтып кетіп еді ғой маған. Құмар ойнағың келсе, балам, ауылда пәленше деген жерде бір құмарпаз бар, соған барып ойнаш деп. Содан барып өнеге алшы, содан сұра деп айтты дейді. Құмарға тартқан кезде нәпсі бара жатып қараса, анау үйіне қарап тұрып, бір жылап отыр дейді бір жігіт. Жылап отыр дейді. Не болды? Мынаның үйдің ішіндегі қатын бала шағамды, мына үйді құмарға тігіп ұтылып қалдым деп айтты дейді. Содан басын тартты дейді. Субханалла, әкем осыны көрген екен, айтқан екен ғой. Балам мынадан қайтты. Мұны осыны маған әдейлеп өстіп айтқан екен ғой деп. Сондықтан осы нәрсенің бәріне қара қадағалау керек. Әсіресе бұған үйдің қожайыны қадағалау керек. Қазір мысалға мынау шұжық колбаса деген нәрседе көбейді, өте көбейді. Көбейді. Ол немен істеліп жатыр, біз қарап жатқан жоқпыз. Аллаға шүкір, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазіргі таңда халал даму деп тексеріп, сертификаттарын беріп жатыр. Бірақ дегенменен сонда мысалға көптеген компанияларды білеміз, кішкене қорықпай алуға болады. Базардың өзіне барғанда Алла бізге тіл берді, көз берді, дұрыс па, құлақ берді. Қарындасым, мына етіңіз бисмилля Аллаху акбар айтылған ба деп сұрау. Алла сұра деп тұр ғой бізге, дұрыс па? Кейін кезде біріне көбейіп кеткен жамағаттар Аллаға жаба салады да. Бірдеңе болмай қалса, Алладан ғой, Аллаға жаба салады да. Сен өзіңнен де көрсе, Құранда аят бар емес па? Адам өзін түземей, Алла түземейді. Сондықтан сен өзіңді түзеуге бет бұру керек та. Сондықтан адал, арам бұл өте маңызды тақырып. Осыған қарау керек. Міне қазіргі таңда білесіздер, энергетиканы ішеді. Энергетика деген нәрсе, Құдай сақтасын, міне кеше ғана енді қазаққа танымал болды ғой енді. Жастарға әсіресе да. Танымал Рэкети деген кино шығарып, соның ішінде жаңағы өзі айтып отыр, өзі аузынан айтып отыр да. 6 жыл мен соны іштім дейді. 6 жыл іштім дейді. Кеше мынау Ерқанат Көпжасар деген бауырымызға Алла разы болсын, журналист бауырымызға, сол осы ашық алаң деп осыны көтеріпті. Ашық алаң деп осы энергетиканы көтеріпті да. Енді бұдан келіп атқан пайданы көрсең орасан зор да. Алла сақтасын да. Олардың төлеп атқан налогын қарасаң. Бірақ олар аузымызға кеп құймайды ғой, дұрыс па? Аузымызға кеп құймайды ғой. Ешкім сенің аузыңа арақты кеп құймайды. Ешкім сырана кеп аузыңа құймайды. Оған саналы түрде бізге Құдайға шүкір, Алла сана берген. Біз бас тарта білуіміз керек. Міне, сондықтан жаңа сіз айтқан адалды таңдап, арамнан қашыңдар деп тұр. Құранда өзі арам санаулақ. Өте дұрыс. Санаулақ. Арам нәрсе санаулақ өзі. Бірақ бізде бір жамағат бар, арамды көбейте береді да. Анау да қарам, мынау да қарам, бездірте береді да. Ол да дұрыс емес негізінде. Өз санаулақ нәрсе, арам деген нәрсе. Бірақ біз адалға айт дұрыс. Хамыр, енді ішімдік, арам. Доңыз етін арам қылды бізге. Басқа да тізімдер бар. Мынау арам деген нәрсе. Қайт болды бітті, келіп алып, анау да харам, бүйтіп берсе харам, бүйтіп жүрсе харам деп отырса обақ, тұрса сопақ қыла берсе, жылы сөйлесең, жылан іннен шығады дейді. Қатты сөйлесең, мұсылман діннен шығып кетеді. Сондықтан жылы сөйлеп, жылы шақырып, сондықтан мынау жеп жатқан нәрсеміздің бәріне мән беру керек, ішіп жатқанымызға қатты мән беру керек. Мен енді айналайын қазағымды шақырамын, айналайын қазақтарым, әр қазағым жалғызым мен үшін. Жалғызым. Қазақ адалмен өмір сүрсе, міне мемлекетіміздің басшысы, президентіміз де салауатты мысалға өмір сүру жолын көрсетіп жатыр. Қазіргі таңда спортқа қатты мән беріп жатыр. Қараңыз, спортқа қатты мән беріп жатыр да. Оның өзі қандай мәселе да? Адам
қол тимесе спорттан анау адал арамнан қашады ол. Сондықтан енді мынау Тараз қаласындағыдай мына Абай бауырымның ашқан халал асханалары көп болса екен деймін. Көп болса екен, сол жерге барғанда әйтеуір бір әлхамда ішіп отқан ыдысымыз адал ғой, бұған харам құйылмады ғой деген күмән болмай, қорықпай отырасың да. Әлхамда бұның бәріне мән беру керек. Бұның бәріне. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, енді бұл істің басы бисмилля, бисмилласыз іс қылма дейді. Атам қазақ айтып жатыр. Енді қазіргі таңда білмеймін ғой енді. Ассалаумағалейкум сәлем десең де бұған да запрет беретін бұл төтелесіп. Альхамдулилля десең де үйтіп айтпа дейді. Субханалла десең де үйтіп айтпа дейді. Алланы қалай ұлықтаймыз енді? Ифтар десең аузашар деп айт дейді. Басқа бізде тақырып жоқ па ұстасатын? Басқа тістесетін тақырып жоқ па? Неге біз тікелей келіп осы Алланың осындай хақ дініне осылай тістесеміз да? Мысалға да. Енді қазақ айтып тұр, істің басы бисмилля, бисмиллясыз іс қылма дейді. Аллах Тағала Құранда айтады: "Әлияума акмалту лакум динакум" дейді. Бүгін сендердің діндеріңді кемелдендірдік. Әлияума акмалту лакум динакум қалай? Кемелтендіріп толықтырдық. Ва атмамту алейкум ниъмати дейді. Және нығметімді тәмамдадым дейді. Ва радиту лакум ислама динан дейді. Және сендерге исламды дін ретінде разы көрдім дейді. Негізі бұл дінде шыны керек айтылмай қалған нәрсе жоқ. Хақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, халал анық, харам анық дейді. Және басқа бір хадисте айтады: "Мен сендерге тарактукум алал байдо" дейді. Яғни сондай аппақ бір жолда сендер тастап батырмын дейді. Бұл яғни бір қандай да бір қара нәрсе түсетін болса, бірден көрінетін дейді. Тап-таза жол дейді негізі. Яғни бір бидағат шықса да бірден көрінетін тап-таза жолда сендер тастап батырмын дейді. Яғни халал харам анық арасында жаңа муштабихаттар бар деді ғой, күмәнді нәрселер. Яғни соңында айтады: "Ла я'ламуна касиру минан нас". Адамдардың көпшілігі білмейтін дейді. Қараңызшы, демек көпшілігі білмейтін дегеннен шығады, демек азы біледі деген сөз де бұл. Бұл күмәндіні біледі екен. Яғни ол кімдер дегенде ілім иелері деп шақырып берген. Машалла. Ілім иелері, яғни сондықтан да білмеген нәрсені ілім иелерінен сұрау керек. Яғни бір нәрседе күмәнданып отыр ма, бірден адам қарапайым жамағаттар кімдерге айту керек? Ілім иелеріне, ұстаздарға айту керек. Ал яғни осы демек көріп тұрса, яғни көпшілігі білмейді деп отыр да. Білмейді деп тұр, иә? Бірақ азы біледі деген нәрсе. Азы біледі. Иә. Бұл хадисте солай айтып тұр ғой, иә? Азы біледі деген нәрсе шығады. Яғни осы күмән нәрсе жаңа сіз айтып отқан мына энергетика, жаңағыдай біз қазіргі таңда неше түрлі қымыздардың өздері де мысалы қазір күмәнді болып жатыр мысалы. Хақ. Онда бұлғап жатыр. Иә, онда бұлғап жүр. Онда бұлғап жатыр. Және бір хадисте айтады, жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, харам санаулы дедіңіз ғой, өте демейді. Шыны керек, Пайғамбар саллаллаху бір хадис айтады ғой: "Мә нахайтукум анху фаштанибуху". Сендер не нәрсені тыйсам, одан тыйылыңдар. Тәмамын. Тыйылыңдар. Не нәрсеге бұйырсам, онда шамаларың жеткенше орындаңдар. Ана бұйырған кезде шамаларың жеткенше деп қосты да. Тыйған кезде тыйылыңдар деді. Мысалы, шыны керек, мысалы мына үстелді көтер дейтін болса, ол бұйрық. Мен шамам жеткенше көтеремін. Ал көтерме десе, маған оны жай ғана көтермеу жеткілікті. Қоя салды. Тимей, маған тимей-ақ қою жеткілікті. Мысалы, дінде де осындай нәрсе санаулы. Мысалы, жаңағы зина, шыны керек жаңағы ішімдік деген сияқты. Біреулер бұл дінде ештеңе болмайды дейді. Шынымен де бұл дінде мысалы анау болмайды дейсіздер, мынау болмайды дейсіздер. Шыны керек былай негізі зер салып қараса, адамдар шариғатта не нәрсе болмайды деп отқан. Дін әрдайым болмайды дейтін болса, демек Аллах Тағаланың өз хикметі бар да, біз үшін жақсылығы бар. Не нәрсеге бізді тыйса, ода біз үшін жақсылық бар. Не нәрсеге бізді бұйырса, ода біз үшін жақсылық бар. Ешқандай кім арақтан жақсылық көріп отыр, кім жаңағы құмар ойыннан жақсылық көріп отыр. Бәрін бүкіл нәрсенің мысалы біз үшін жақсылықтар бар. Хақ, абырой түсті. Дұрыс па? Қойшы бір оңбаған алқаш бір миың жеп қояды дейді, дұрыс па? Абыройың бір түсті. Денсаулық ағзаңа бір зиян келді. Мысалға міне енді мынау энергетиктің өзін айтып отырсақ, бұда спирт жоқ қой дейді да. Жарайды, жоқ екен. Бірақ енді көріп тұрсың ғой, қаншама адам осыдан кетіп жатыр да. Кеше ана кімнің актердің өзі айтып жатыр да. Міне 6 жыл соны іштім дейді. 6 жыл жаңағы
қантсыз коланы іштім дейді. Аяғы мынау болды ғой деп тұр да. Көрсетіп тұр ғой міне, қараңызшы. Көрсетіп тұр ғой. Оның өз-өзіне бір қол жұмсағандай болады. Олай қарап отырсаң да. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой, қиямет жақындаған жастар өлімі көп болады дейді. Бар ма мұндай? Бар. Жастар өлімі көп болады. Қаншама жастарымыз кетіп қалды. Көлікте отырып кетіп қалды дейді, жүріп келе жатып кетіп қалды дейді. Соның бәрі неден? Соның жаңағы оның ішінде бір таурин деген нәрсе бар екен, жүрекке қатты не береді екен да ол. Қатты. Жаңағы зақым береді екен жүрекке. Мысалға мынау Абдығаппар марқұм ұстазымызды еске алмай кетпеймін ғой мен. Ұстаздарымызды еске алып отырамын. Абдулмажид Жындыбайұлы деген ақсақалымыз болған, 96-ға келіп қайтыс болды. Мына аштықтың кезінде байқұстар жаяу өткен, Ауғанстан асып, оқып, сол Қазақстанымызға келгенде әрдайым айтып отыратын. Адалынан жеңдер, өсіңдер. Мысалы, Абдығаппар ұстазымыз айтады, бірде бір шәкіртім келді дейді. Әйелім босқанда дейді. Енді немересі ғой енді ата әжесін дейді. Нәресте ғой дейді да. Содан айттым дейді, енді ішімдік болмасын ше деп айттым дейді. Сөйтедім, ой, сен итпе, анау қылма, мынау қылма. Көнбеді дейді, былайша айтқанда. Енді мен дипломатпын ғой дейді. Атанам ғой енді. Атанаң жынды болса байлап бақ деген ғой дейді да. Мен қалай оларға дөрекі сөйлей алам деп Абдығаппарға келіп ақыл сұрадым, жыладым дейді. Сөйтіп мен барынша қолынан келгенше неңді жаса деп айт дейді. Жаңағы тақуалығыңды жаса, көрсет, разы емес екенін көрсет деп айтты дейді да. Содан Алла тағаланың құдіреті жаңағы шәкіртіме бір ой келген ғой дейді да. Міне болайын деп тұрған ғой. Міне қазір шілдехана болады, анау тұңғыш немере, содан алып келдім да, әкемнің қолына әкетайым деп айтты. Міне деп қолына берді дейді. Мынау періште ғой деп едім, иә деп айтты дейді. Бұл әлі күнәсте үлгерген жоқ қой, иә деп айтты дейді. Онда әкетай осыны жушы сайтанның нәжісімен құда бейме деп қолына бердім дейді. Әкемнің қолы қалтырап кетті дейді, балам деп айтты дейді. Міне осылай жеткізе білу керек та. Анау харам, өйтпейді деп айқайлап емес, Алла бізде бірдіне дөрекі саламыз. Жуш сонда осыны әкетайым шайтанның нәжісімен деп едім. Құранда нәжіс деп тұр ғой бұл деп айтты дейді. Әкемнің қолы қалтырап кетті дейді. Не айттың балам, не айттың? Сөйтті де анам айтты дейді, құрт бәрін деп айтты дейді. Осыдан әкеміз өлген жоқ, осыдан шешеміз өлген жоқ, осыдан бір байыған жоқпыз. Содан кейін шаңырағымызда харам нәрсе тыйылды дейді. Міне қараңызшы, міне сондай қылып жеткізе білу керек та. Біз шошытып жібереміз ғой, қатты дөрекі сөйлейміз. Сонда қазақ айтып, жылы сөйлесең жылан іннен шығады. Қатты сөйлесең мұсылман діннен шығады. Жаңа айтқаным сол ғой. Санаулы нәрсе ол харам деген өзі. Біздің көп бауырларымыз келеді да, елдерді Алланың хақ дініне тарта алмай жатсақ, келіп алып шошыта береді. Әрине, дін, ислам діні өте жеңіл. Бірақ енді өте жеңілдеп, бұны тіптен жеңілдетіп жібергендер бар да. Тіптен жеңілдетіп жібергендер бар. Анау да бола береді, мынау да бола береді. Құдай сақтасын. Ол жағынан Алла сақтасын енді. Сондықтан иншалла осы нәрселердің барлығы өте қолданылатын нәрсе. Шаңырақта адал болған жер өте керек нәрсе бұл. Бүгінгі адал, арам деген нәрсе бұл өте керек нәрсе. Сол нәрсеге қатты мән беру керек. Сондықтан жаңағы бауырымызда мысалы айтып жатыр. Көп айтам мен, үгіттеп айтам. Шаңырақта да отырып айтамын, үйде мынау болмасын деп айтамыз енді. Сондықтан Алла тағала берекетін берсін. Енді кеше міне мысалға білесіздер, Мұрат бауырымызда жақсы несін шығарыпты. Қаншама үйлер өртеніп кетті. Партылдатып атамыз деген нәрсені. Қаншама өртеніп кетті. Соның орнына балаңды садақа беріп үйретсейші. Ол береке алып келеді ғой садақа. Соған бір 5 мың ғана партылдататын нәрсені әперіп аспанға ұшырғанша балам жүрші деп ертіп бар да, жетімдер үйі бар, қарттар үйі бар, ертеп жетіктеп апар да, балам міне мына жерде ата әжелер жатыр, көздері жәудіреп, мына жерде мына сен сияқты ата анасы жоқ балдар жатыр, байқұстар көрте жәудіреп, бұл сен жеп жатқан сникерсті жемейді, бұл сен жеп жатқан шашликті жемейді, осыларға бір не қылайықшы деп соның орнына соны апарсаң, ол баланың иманы күшейеді да. Иманы оянады да. Бізде жоқ, біреудің қаңсығына таңсықпыз. Қашан біздің атам қазақ бұны істемеді? Қашан істемеді мұны? Атылғырлар дейді, мен аспан қарап ататын болсын, мысалға да, Құдай сақтасын да. Керек емес нәрсе да ол. Қазаққа мүлдем жат нәрсе да.
Біз көрінгенін пайғамбар саллаллаху дұрыс айтты. Қытай асып болса да іліміздеңдер деген енді бір әлсіз хадис деп жатыр ғой, білмеймін енді қазір өзі хадистің қайсысы сахих, қайсысы не екенін түсінбей қалдық қой өзі. Сондықтан соны мысалға сол жерде айтайын деп тұрғаным, ілім алайық біз, ілім керегін алайық, керек емесін шығарып тастайық. Сол мысалға мынау міне, мынау 21 ғасырдың дерті мынау дерт. Осыны беріп қоямыз, болды, бітті. Ана одан ілім алмайды, ана жерде отырған щучиланы көреді, басқаны көреді, лағнатулланың түрлі бәлелерін көреді, оның ішінде тағы рекламасы шығып қалады. Ал содан не болады о рекламаны көргеннен кейін? Оның жаңағы адреналин оянады басқаша, бірін атып атқан, қырып атқан нәрсе көріп атқандар. А сосын ол жақсы өсе ма? Осыған да қатты мән беру керек та. Мынаған да. Оны әсіресе үйде отырған бәрін еркек әкеп жауа беретін болдық қой қазір. Пайғамбар саллаллаху айтты ғой, еркектің жұмысы деді, баласын асырап, нафақа табу деді, дұрыс па? Әйелдікі ше, сол балашаға тәрбие беру. Дұрыс па? Бар ма бұндай хадис? Бар. Келемізде ой еркек үйтті, еркек бе? Жоқ, ол мына қазақта айтады ғой, ананың сүтімен дарымаған, тананың да сүтімен дарымайды дейді да. Не деген данада бұл қазақ? Ананың сүтімен дарымаған, тананың да сүтімен дарымайды дейді. Сондықтан ана қадағалап отыр, не көріп отырсың сен? Біздің өзіміз мысалы бір уағыз тыңдап отырамыз да, тарс етіп атаң қоқай бірдеңе шыға келеді. Дананы жерден. Көзің жұмып көресің, мысалға да неше түрлі жаңағы жалаңаштанған не болған а басқа біреу болса, о, кетті ғой, кіріп ары қарай. Құдай сақтасын да. Сондықтан осы нәрсені оған да қарау керек. Біз тек қана ішіп жеу, адал арам деп тыйылып қалмау керек. Адал арамның қазіргі шығып жатқан мынаның ішінде де тола. Дұрыс па? Дұрыс. Көз зина дейді, қол зина дейді, ол кетті, ол жеткілікті. Сондықтан осылар нәрседен тыйылса, бізге Алла тағала әлхамдулилля абыройымызды үстем қылып қояды да. Алла берекетін берсін. Ұстаз, енді қазір әлеуметтік желіде ашсақ неше түрлі адамдар көреміз ғой, осы діннің атынан неше түрлі сөздер айтып жатады. Оның дұрысы бар ма, бұрысы бар ма? Оны бұқара халықта мысалы тексеретін де бір ілімдері жоқ қой олардың, мысалға оны андай саралайтын, сол мысалы діннің атынан сөйлеп жатқаннан дұрыс деп ойлап қалады, мынаны дұрыс деп ойлап қалады. Негізі бір осыларға шектеу болу керек деп ойлаймын, осы дінсіз адамның мына діннің атынан сөйлеуі қаншалық дұрыс, ұстаз? Енді былай ғой, мысалға да қазақ айтады ғой, шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді да. Болды ғой, осы сөзбен жеткілікті ғой. Бұл бір енді сен көр соқыр болу керексің, бұл мақалды түсінбесең да. Ашығынан айтып қойғанда, шымшық сойса да қасапшы сойсын депті. Я саңырау, я меңіреу, я жынды, я бір не болуым керек та, рас та ол. Айтып тұр ғой, қасапшы сойсын деп тұр да. Білді өзінің иесі бар ғой оның. Құдайға шүкір, Алла субханала тағала Құранда да айтады ғой, білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар дейді. Сұраңдар дейді. Сол үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тұр. Үлкен қара шаңырақ елорда астанамызда. Ол жерде отырғанның барлығы ақымақ емес қой. Ақымақ емес қой. Келіп алады да ғана анау мынау деп дінді екінің бірі қолғапшық қылып алған да. Құдай сақтасын. Көбінде мен айтамын, енді Алла бір өзі кешірсін, балам намаз оқиды деп қуанбаңыздар деймін да. Қуанардың алдына бір нәрсені зерттеп қойыңыз деп айтамын. Оқысын балаңыз деймін, қуанам деймін. Бірақ бір нәрсені зерттеңіз. Сол баланы жетектеп алып барып, мешіт ұстазына, мешіт қызметкеріне апарыңыз. Қандай намаз оқып жатыр мынау? Ағымға кетіп қалған жоқ па? Экстремистке кетіп қалған жоқ па? Біреудің жаңағы вербовкасына еліп кеткен жоқ па? Дұрыс па бұның оқып жатқан деп та, мысалға да. Дұрыс па деп. Енді бізде Қазақстан елі, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ресми имам Ағзам Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз, дұрыс па? Ресми. Болды. Осымен жүріңдер деп тұр ғой. Жүріңдер деп тұр. Атиуллах ва атиу расул ва улил амри минкум. Құранда аят тұр ғой, Аллаға бойсыныңдар, пайғамбар саллаллаху бағыныңдар, және өздеріне шыққан әмірге бағыңдар дейді. Әмір кім бізде? Әмір президент. Әмір муфти. Дұрыс па? Әмір әрбір мешіттегі имам намазға шығып тұрған, дұрыс па? Енді имам не істейді, соны істесейші, бүйректен сирақ шығармасайшы. Сондықтан біздің өзіміз бүйректен сирақ шығарғаннан кейін, мына дінсіздер жиіркенішпен қарап, бізді талдайтын болды да. Ол өзімізден болып отқан нәрсе да, бұның барлығы.
өзімізден болып отыр мұның барлығы. Сондықтан ешкімнен іздеп керек емес. Сондықтан енді бұл айтатыным, егер де олардың өзінікін аша бастасаңыз, олардың өзінің де аймандайшылық болатын жері бар да. Сондықтан Алла сақтасын. Мен бауырларға айтатыным, бауырларымыз айтатын, біздің илегеніміз бір терінің пұшпағы, дұрыс па? 5 уақытында оқыдың ба, имам болмайсың, азаншы болмайсың, ұстаз болмайсың. Тіптен бір мешіттің қарауыл боласың ба деп сұрадым бір күні жас баладан. Келіп дәлел сұрай береді, басқа қыла береді. Жоқ дейді. Онда неге таласып жатсың деймін да. Неге таласып жатсың? Сондықтан бізде өзімізді құртып отырмыз бұның барлығын. Өзімізді өзіміз жем қылып беріп жатырмыз. Сөздің ашығы ше. Сол қара шаңырақ діни басқарманың көрсеткен жолын ұстансақ, бағытымен жүрсек, Абу Ханифа жолымен жүрсек, біз ешқайда кетпейміз. Ешқайда. Қаншама теологтарымыз бар қазір. Қаншама міне марқұм Әбдіғаппар ұстаз, мынау Бауыржан Алиұлы марқұмдар кетіп қалды да. Одан басқа қаншама теологтар шығып жатыр. Бірақ кейде сол бауырларымызға айтатынымыз осындай маңызды нәрселерді қозғаса деймін да. Кейбір теологтарымызды Алла сақтасын, Аллаға емес, адамға жағатын тақырыптарды айтып кетеді да. Қазір сондай болып кетті қазір. Сөздің ашығы. Көптеген мынау діндарлардың өзі Аллаға емес, адамға жағатын болып кетті. Сөздің ашығы. Кім не десе ол десін. Адамға жағатын нәрселерді айтады, бола береді, Алла сақтасын. Себебі мына жаққа, конечно, адамға жағатын жақсы нәрсені айтсаң, мына жаққа менің подписчигім көбейе береді ғой. Ертең ақыретте қандай подписчик болады? Ақыретте ойлану керек қой. Алла сақтасын да. Алла сақтасын да. Көрдіңіз ба? Керегі не оның? Біз адамға емес, Аллаға жағайық. Аллаға жағайық. Аллаға жақсаң болды ғой сен. Ар жағынан Алла өзі реттеп қояды ғой. Пайғамбар салам не қыл деді? Егер де Аллаға жағатын болсаң, мына адамды мен жақсы көрдім, және бір қауымға не деп айтады деді? Сендер де жақсы көріңдер деп айтады дейді, періштелерге, дұрыс па? Содан кейін күллі адамдар оны жақсы көреді дейді. Мына адамды мен жек көрдім, сендер де жек көріңдер деп періштелерге айтады дейді. Және күллі қауымға не қыл деді? Жек көрді дейді. Сондықтан біз Алланың хақ дінін жек көрінішті қылмауымыз керек. Ал енді жаңағы жек көрінішті қылып атқандар өз сазайын өздері тартады. Алла көріп тұр ғой. Дін кімдікі? Менікі ма? Жоқ, сіздікі ма? Кімдікі ол ислам? Алланікі ғой. Енді Құранда не өзім қорғаймын деп тұр ма? Болды, Алла өзі қорғайды. Ал енді сондықтан өзімізде бәрімізде сол да. Анау деген имам бүйтіп айтты ғой, мынау деген сөйтіп айтты ғой. Мен сізбен келіспеймін ғой, анау ғой, мынау ғой деп тұрып, қашайын деп тұрған киігет бір жеріне таяқ тиіп ет деп айтпақшы, сылтау керек болып тұрғанда ба, сол керек. Сол керек болды. Сондықтан біздің тек қана ля икраха фи дин дейді ғой, дінде зорлық жоқ. Дұрыс па? Зорлық жоқ. Біз тек қана не қыламыз? Ескертеміз. Ескертіңдер, ескерту момындарға пайда береді. Сен ескерткенде де байқасай, айтып отқан нәрсені байқаса, ескертіп отқанда да діннен бездірмесей, анау да болады, мынау да болады дей берместен. Бір көтеріп келіп жүрген нәрселер еді да. Жұлдыз ұстап аламыз, болды бітті. Сосын әулие ұшып кетуге дайын тұрамыз да. Бұл дүниеде жұлдыз шығарсың. Ақыретте Құдай біледі ғой. Құдай біледі ғой. Сондықтан біздің бірақ нәрсеміз бар ойлайтын. Ол не нәрсе? Ол не нәрсе? Ақырет. Баратын көр. Енді мүмкін жаңа дінсіздер айтатын шығар, сен барып кетпедің деп та. Мысалға Алидің айтқаны бар емес пе енді? Осыны өзіңіз толықтырыңызшы. Алидің айтып кеткені бар ғой. Мен кішкене ұмытыңқырап тұрмын. Егер де мен жарайды бұны ұстандым, 5 уақытын оқыдым. Мысалға осыны айтып берші, мен осыны өте керек болып жүрген нәрсе еді осы. Али радиаллаху анху ана мүшрикті көріп қалатын да ғой. Ана сүйекті қарап айтады ғой. Мынаны ертең Раббыларың тірілтетініне сеніп тұрсың ба деп күліп мазақ қылады ғой. Сонда айтады да, енді оған андай бір Али радиаллаху анху оны көріп тұрды, андай нақли бір аят хадис айтсаң түсінбейді ол. Оған бір ақыли дәлел келтіреді да. Жақсы, сенің айтқаныңдай ақ болсын, мен еш нәрсеге жоғалтпадым дейді да. Өйткені мен жаңағыдай бұл өмірді таза, мысалы, намаз оқыған адам ол таза болады. Бәрінен таза жүреді ғой, ешқандай ішпейді, шекпейді мысалға. Арамдық істемейді, ұрлық істемейді. Ал егер менің айтқанымдай ақ болса, сен құрыдың ғой дейді да онда.
ертең неде. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Сондықтан сондай нәрсені келтіру керек та. Сондықтан біздегі менің бір нәрсе айтатыным, ол дұрыс айту керек, дәлелмен жіберу керек. Бірақ дегенмен онымен ұрысып, оның дәрежесін көтеріп керек емес та. Ол керек емес. Неге десеңіз, біз тек қана бір дұға қыламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, айтыңызшы, Меккеде бір бұтты сындырды ма? Бұтты сындырған жоқ қой, еш нәрсе. Оны жаңа дінсіздердің өзі келіп сындырды ғой, дұрыс па? Біздікіне тек қана дұға ету, болды, бітті. Аллах хидаят берсін, болды, бітті. Мысалға анау пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам карикатурасын салғандар. Не болды түбінде? Дінге келді ғой солар. Қажылық жасады, 2014-те ме, оның үшін қажылық. Оның да ертең сондай болады ол. Оның бәрін, егер де Алла тағала оның жүрегіне мөр сап тастаған болса, сен ма яхдихилла фала мудилла деп тұр ғой, мысалға, дұрыс па? Кімді Алла тура жолға бастаған болса, ешкім тура жолын айырамайды. Ва ма юдлил фала хадияла. Алла кімді айырып қойған болса, оны ешкім тура жолға саламайды дейді да. Оны сіз де мен де саламын, біз тек қана ескертеміз. Біз тек қана ескертеміз. Ол сондықтан дінсіздерге айтатын, ол ойлансын. Ертең бұл дүниеде де, о дүниеде де керек иман да. Сондықтан ана өмірден өткен адамға айтпайды ғой, марқұм евралы болсын, долларлы болсын, машинелі болсын деп айтпайды ғой, дұрыс па? Иманды болсын дейді. Иманы жолдас болсын дейді, дұрыс па? Иманы жолдас болсын, болды, бітішпей қалып, иманы жолдас болсын деп тұр да. Сондықтан қазақ айтады ғой, қараңызшы, қазақ бұл дана халық қой, өмірден өткен адамны өлді демейді да. Өлді деп хайуанын айтады. Мысалы Құранда айтады ғой, қайсы аятта еді? Сол топыраққа айналдырам дейді ғой. Хайуан топыраққа айналады. Сол хайуан топыраққа айналған кезде кәпірлер не қылады дейді, жаңа дінсіздер не қылады дейді? Пұшайман болады дейді. Аббаса сүресінде. Иә, бізді де хайуан қылып жаратқандай еді. Бізді де хайуан қылып жаратқаныңда еді, я Раббым деп өкінеді дейді да, пұшайман бұл. Пұшайман дейді ғой қазақ, бармағы шайнайды да. Сол сияқты міне қазақтың даналығы осы жерде да. Мысалы адам өмірден өтеді ғой, қазақ өлді демейді ғой. Хайуанын айтады мәдени тілде. Асхаттың сиыры өліпті, Мараттың тайы өліпті, Мұраттың иті өліп қапты дейді. Өліп қалды, болды, өлді ол, топыраққа кетті. Адам өтсе қазақ не қылды мәдени тілде? Қайтыс болды дейді. Қара қайтыс болды дейді. Қаяққа қайтты? Қайтты, Алланың барзақ әлеміне қайтты, тірілетін әлемге қайтты ол, болды. Қайтыс болды. Міне қазір отырмыз осы жерде, қайтамыз ғой. Сіз ертең оралға қайтасыз мысалы. Астарында тұр ғой, қайту деген мағына тұр да. Міне қайтты. Сол сияқты қайтыс болды дейді да. Ал енді қайтыс болғаннан кейін не тілеп келеді? Евралы болсын, долларлы болсын демейді ғой. Иманы жолдас болсын дейді. Ал иман неден басталып тұр? Иман ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулаллах. Алладан өзге құдай жоқ. Мұхаммед пайғамбар Алланың елшісі деп тұр. Міне иманның бастапқысы. Намазанда биік тұрады ғой бұл. Ойлаңызшы. Намазанда биік тұрады ғой. Ал не керек енді бұдан кейін? Айтыңызшы ағыбай не керек бұдан кейін? Сол сияқты Әли Карамұлы соған айтып жатыр ғой. Ертең жарайды дейді. Мен бұл өмірімді ол сенің айтқаның ақ бола қойсын дейді да. Мен өмірімді немен сүрдім дейді? Таза жолмен өмір сүрдім дейді. Ешкімге жексұрын болған жоқпын. Алла жібін аттаған жоқпын, боқтаған жоқпын. Ешкімді жазықсыз жазалаған жоқпын. Арақ ішкен жоқпын, басқадан тыйылдым, бәрінен тыйылдым. Ал ертең менің дегенім болып қалса не болады саған дейді да. Сол менің дегенім болып қалса деген сөз Құранда тұр ғой. Хайуан топыраққа айналған кезде шырылдай ма? Нәбә сүресінде ғой, Нәбә сүресінде. Сондықтан мына көптеген еліктеп жүрген бауырларға айтатыным, ілім алу керек. Ілім алу керек. Дінді зерттегің келе ма? Онда ілім ал. Мен енді көптеген роликтерді қараймын осы жерден. Кеше ана бір Америкада, бір штатта, жоқ Австралияда мекен, қарақшы болған. Кәдімгідей дінсіз болған, өзі айтып отырды, дінсіз болған мен дейді. Содан менің қасымдағы бір туысқан бауырды атып өлтіріп кетеді, көзім шегетті дейді. Содан мен ана түрмеге түскеннен кейін оқи бастадым дейді. Содан менің басымда взрыв болды дейді. Анау дінді оқығаннан кейін жарылыс болды, мен қалай дінге екенін айтып беріп жатырды. Мысалға священниктерді көріп жатырмыз, қалай келіп жатқан. Келеді ол. Ол бізде емес ол. Кімде? Аллаға тапсыра қой, болды, бітті. Сенікі дұрыс, Аллаға тапсыр, бітті. Сондықтан ол айтатыным, айналайын, мынау дінсізі болсын, дінде жүргені болсын, пәтуа берерде байқау керек.
Неге? Себебі ертең сіздің айтқан пәтуаңыз жалған болып шықса, ол пәтуамен 1000 адам, 10 000 адам пәтуаланатын болса, ең әуелгі 10 000 адамның күнәсі кімге келеді? Пәтуа беруші. Пәтуа берушіге келеді. Дұрыс па? Оны астарын ойлап тұрған жоқпыз ғой біз. Біз тек қана бұл дүниемен қамтамасыз етіп қалып жатырмыз да. Сен ұмытпа, ертең барар жерің көр екенін ұмытпа. Ұмытпа. Мына Арман Бердалин досымның бір айтқаны бар еді, соны бір қосып жібергім келіп тұрды. Енді керемет айтқанда. Не дейді? Сенбейді, шын сөз айтсаң, сенбейтіндер дейді. Тентіреп, теріс жолда терлейтіндер дейді. Қонаққа бір шақырсаң жетіп келеді, намазға 5 шақырсаң келмейтіндер дейді. Рас та ол. Адам көп тура жолды қаламайтын, бет бұрып құбылаға қарамайтын, Меккеге жолға ақша таппағанмен жердің шығыс батысын аралайтын дейді. Той тойлап билеп жүрген шал кемпірлер денсаулығы намазға жарамайды дейді. Рас та бұл. Біз мысалға намазға шақырсақ, біз зорламаймыз ешкімді. Біз мәдени түрде айтамыз, келіңіздер, оқыңыздар. Бұл ертең ақыретте керек болады. Ертең өмірден өткенде бірінші жаңағы ля иляха илlallah Мұхаммад Расул иманды жолдас болсын деген, екінші жолдасың не? Намаз ғой ол. Өздері үшін ғой. Өздері үшін ғой барлығы. Ол біз үшін емес. Өздері әйтпесе мен тып-тыныш үйде жатсам болмай ма? Дұрыс па? Сондықтан қазақ айтады, иман болдың, тәмам болдың дейді. Иман болу бұл атақ, абырой, бір кресло емес, ол Құдай сақтасын. Тәмам деген сөз 3 тілде бір бағынан береді. Түркі, парсы, араб. Үшеуінде де тәмам деген сөз не деген сөз? Біттің деген сөз. Иман болдың, тәмам болдың дейді. Қазақта да тәмам сөз бар, өзбекте де бар, түрікте де бар, Әзірбайжанда да бар, қырғызда да бар тәмам сөз, дұрыс па? Татарда да бар, тәжікте де бар парсы, арабта да бар тәмам. Кімге айтылады бұл? Сені Алла Тағала таңдады ма имам қылып? Енді жеткіз, енді айт. Бірақ адамға жақпа сен. Аллаға жағатын нәрсені айт та. Вот Аллаға жағатын нәрсені айтсаң, сен ертең тәмам болмайсың, әлхамдулилля. Ақыретте айтасың, айттым ғой мен Раббым деп. Ертең ақыретте уәжің болады Аллаға айтатын. Ал біреу айтады ғой, я Раббым, мынау бізге келді имам болып. Түк айтқан жоқ дейді да. Болмаса көп өтірік пәтуаны айтып кетті. Жеңілдетіп кетті анау десе, болмайтын нәрсе болады деп кетті десе, ертең ақыретте Раббым, мен айтқанмын бұларға дейсің. 100 рет айтқанмын дейсің. Сонда біреу шығады екен ғой, 101-ші рет айтқанда мен келейін деп тұр едім ғой. Хадис бар ма бұндай? Бар. Сондықтан осы нәрсеге қатты мән беруіміз керек біз. Әсіресе мен айтатыным бауырларыма ынтымақ керек, бізге бірлік керек. Әсіресе мына дінде жүрген бауырларға ынтымақ керек, бірлік керек. Біз ынтымағымыз бір болса, бірлігіміз бір болса, ешқандай дауда, ешқандай жауда біз ала алмайды. Ақырет жақындағанда діндарлар бір-бірін жамандап бастайды деген сияқты еді, Алла сақтасын. Сондайға көшіп баратыр ма деп қорқам. Болып жатыр қазір еді. Сондайға көшіп баратыр ма деп қорқам да. Бір-бірінің артын қазып, бір-бірінің шұқылап Алла сақтасын. Содан кейін әрине дінсіздерге рахатта ол. Жем болып жатырмыз да өзіміз. Сондықтан сол нәрседен біз алшақ болайық. Мен барлық айтатын қазақ еліме, иншалла, ата-бабамыздың ұстанған, Абай атамыздың айтқандай, Алланың сөзі де рас, өзі де рас. Рас сөз ешқашан жалған болмас деді. Дұрыс па? Жалған болмайтын рас сөзді Алланың сөзін көтеріп жүргеннен кейін соған лайықты болайық. Әркімге жем болмайық. Әр қазағым жалғызым деді. Болды ғой, әр қазағым жалғызым деді. Сол жалғыз қазақты бір-біріміз көтермелемесек, қай уақытта біз ел боламыз, қай уақытта жұрт боламыз. Құдайға шүкір, қазір мемлекет басшысының саясаты да өте керемет келе жатыр. Қазақстанымызды әлі көтереміз деп жатыр. Қазақстанымыз әлі көтеріледі, Құдайға тәуба шүкір. Ол үшін бізде не болу керек? Ынтымақ болу керек, бірлік болу керек. Қолымызды жайып дұға қылуымыз керек. Алла Тағала елімізге амандық берсін, жұртымызға тыныштық берсін, ел аман болсын иншалла. Сөз қазір енді көпшілік жаңағыдай қыздарды, әйел адамдарды көріп отырамыз ғой. Орамалдарын шешіп жатқан, бұл мәселеде бір жаңағыдай негізі бұлардың да осы бір ауыр жерден келіп тұр осы негізі әйел адам өзі бір көрінгіш келеді ғой, өзін көрсеткісі келеді да негізінде. Өзі табиғаты солай, біз ер адамдарда бір ондай қатты нәрсе жоқ қой, өзін көрсету бізге. Бір әйел адамдар өздерінің бір көрсету мәселесінде ер адамға қарағанда қатты сыналады екен да. Сол үшін де Аллах Тағала оны бір
осал тұстан ұстап тұр ғой, жабылыңдар деді да аятта бұларға, әйел адамдарға. Бірақ өкінішке орай осы орамалдарын тастап жатқан қазір қыздарды көріп жатырық та. Бір осы мәселе жайында бір ашсақ. Енді мынандай нәрсе ғой, әрине ол адасқан түзетуші бір Алла, біз емеспіз. Бірақ қандай бақыттан айырылып жатыр да. Көптеген бауырларымыз мысалға да барлық тыйымды тыйып намаз оқығым келеді дейді да, бірақ есімде сақтай алмай жатырмын дейді да. Соның қасында намаз оқып жүріп тастап кетіп жатқандар бар да. Оқымай кетіп жатыр. Ол сен емес тастап кетіп жатыр, намаз сен тастап кетіп жатыр да. Тура сол сияқты бұл қарындастарыма айтатыным, ол орамалды ол тастаған жоқ. Лайықсыз болсын, Алла алып қойды да одан орамалды. Болды. Лайықсызында болды, бітті. Алып қойды Алла Тағала. Болды. Ол сөздің ашығы да, ол бір ақ сөзбен, ол лайықсыз болғасын, Алла оны алып қойды да. Ол Алла анандай, Алла мынандай, Алла бәрін кешіреді, Алла кешіреді әрине. Бәрін Аллаға жалбай беруге болмайды ғой. Оны жарайды, тастадың ақ дейді. Неге оны афишировать етіп жатсың? Керегіне оның. Керегіне, оның керегі бармайын. Сол сияқты бізде де қазір көбейіп кетті. Адам Кабаның қасына барған кезде орамалын тағып алады. Қазақстанға келгеннен кейін бәрін тастай салады. Алла сақтасын да. Болып жатыр ғой мұндайлар, дұрыс па? Мен ана әлеуметтік жүйеде де шығарған мен. Ол Мекке, Мәдина шоу болатын жер емес ол. Барып алып, мына жерде суретке түстік, мынау пайғамбар мешіт екен, пәленің керегіне саған оның. Тарихи жерлерді көр дағыны құлшылығыңды жаса. Неге? Себебі 1000 ракағат сауап тауып алсың, 1000 ракағат. Кабаның қасында 100 000 ракағат тауып алсың ғой. Сен ақыреттік жинайым деп бардың ба, болды, сонымен шұғылдан. Бітті, сонымен шұғылдан. Ал барып алып, ал енді о жаққа барғанда әулие орамал тағып алып, жақ кеп шешіп саған не болды ол? Яғни сенің Құдайың тек қана Мекке, Мәдинада бар болып тұр да? Мына келгенде Құдай көрмейді деп тұрсың да сен. Осындай түсінік қой, өзің ойлаңызшы, дұрыс па? Осы түсінік болып тұр ғой. Енді Қожа Ахмет Яссауи бабамыз қандай дана болған да? Дана болған. Сол 4-5 балаға жұмыртқаны береді, мынаны жоқ қылып келіңдер дейді. Бала ғой әлі, ойын баласы. Біреу барады да суға ағызып жібереді, біреу жарып тастайды, біреу көміп тастайды. Сонда Қожа Ахмет Яссауи жұмыртқаны сол күйінде алып келген екен да. Әй, балам, сен не істедің десе, көміп тастадың, жоқ қылдың деп. Сен не істедің? Суға ағызып жібердің. Сен не істедің? Ой, оны мен лақтырып жібердім. Қожа Ахмет сол бетін алып келген екен. Ұстаз, сіз көрмеген мен Алла, әлемдердің Раббысы көріп тұр ғой. Қалай бұны мен жоқ қылам деген екен да. Қалай мен жоқ қылам? Көрдіңіз бе? Сол сияқты әлемдердің Раббысы Алла көріп тұр. Оны керегіне әлеуметтік жүйеге шығарып, оны ойбай мен реклама жасап шешіп тастадым, үйттім, бүйттім. Керегіне оның. Өз артыңды былайша өзің ашып атсың ғой, дұрыс па? Алла, Алла Тағала жасырық болған күнәні өзің ашып жатсың ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху не қылды еді? Біреулер келіп алып ана күнәсін айтып отырады да, ашкери ашпа оны. Алла жасырып қойды, болды. Қияметте де ашпайды Алла Тағала. Бізде арақ ішкен арағымен мақтанатындар бар. Ойбай, біз уақытысында жәшік деп ішетін едік қой. Қазіргі жастар бір жарты ішсе мас болып қалады, үйтеді бүйтеді. Алла сақтасын да. Алла жасырып қойды ол күнәңді. Күнәлардың ауыры дейді, не дейді? Аллаға серік қосу. Одан кейін істеген күнәсімен әшкери мақтану. Ей, сен орамал тек тағып жүрген кезде Алланың сүйікті құлы едің ғой, сен абыройың жасырған. Енді жарайды, шештің жарайды енді. Енді сен субханалла оны жария қылмасай, керегіне оны саған керек емес қой, ол дұрыс па? Сондықтан оны жария қылып керек емес. Ол қарындастарымызға не айтамыз? Алла хидаят берсін дейміз. Басқа ештеңе айтпаймыз. Айтатын басқа ештеңе де жоқ. Алла Тағала хидаят берсін. Мүмкін тәубесіне келер. Енді тәубесіне келіп қалады. Оны сен анандайсың, мынандайсың дейтін біз емес қой ол. Әрине. Оны Алла өзі ақырет сотында өзі шешеді, дұрыс па? Келіп алып ол анандай, ол мынандай дейтін мысалға өйтіп айтуға сенің хақың жоқ. Екі ағайынды бар ғой. Біреу өмір бойы діндар тақуа болды. Екіншісі ішкіш жаңағы неде болды, дұрыс па? Сонда не қыл дейді? Қойсай дей береді жаңа тақуасы. Сахих хадис бұл. Қойсай дей береді да. Содан келеді тағыны екіншісі бір күн айтады, ей дейді, анау ағасы айтады, бауырым дейді да. Маған да бір күні Алла имандылық берер. Мен де бір күні Алла қаласа жығылармын сен сияқты дегенде, Алла кешірмейді Алла сені де жіберді да ол. Кесіп айтып жіберді да.
Не болды сосын ертең аяғында? Міне пәтуа бергіштерге айтатын болса да. Не болды аяғында ертең? Қияметте Алла тағала осы пайғамбар бізге сипаттап берді ғой. Анау тақуасын тозаққа алып кеттіңдер. Мынаусын менен үміт күткен жәннатқа барыңдар деді. Неліктен деп сұрағанда не қыл деді? Сен кімсің деді, менің орныма үкім шешетін. Кімсің деді? Кесіп айтатын. Сен тозақсың деп айтады, сен кімсің деді. Сол сияқты ол қарындастарымызға Алла хидаят берсін, біз ештеңе дей алмаймыз. Неге? Себебі біз ескертушіміз болды. Ал таразылаушы кім? Алла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неден қай жерден келе жатқанда нағашысының ауылы Таифтан келе жатқан кезде жылаған жоқ па еді? Я Рабби, кешірші, мен жеткізе алмадым сен дегеніңді деп айтты ғой. Я Раббым, кешірші деді ғой. Сонда Алла тағала не қылды деді? Я Мұхаммад деді. Сенікі жеткізу ғана, қабылдамау кімнен? Менен ғой деді, дұрыс па? Менен ғой деді, дұрыс па? Ал оны қабылдатушыда Алла, оны орамалға орағанда Алла, оны одан шығарғанда лайықсыз деді, шығарды. Болды, бітті. Оған біз пәлен дей алмаймыз. Алланың құзыретіндегі нәрсеге қол сұға алмаймыз біз. Бірақ біз тек қана ескерте аламыз. Қарындасым, ай дұрыс қылмадың ау. Дұрыс қылмадың ау. Мынауың жақсы еді ғой деп біраз айта аламыз, болды бітті. Сен анандайсың, сен мынандайсың. Енді орамалды шешкен ол кәпір болып кеткен жоқ. Дұрыс па? Ондай болып кеткен жоқ қой. Әлде де мүмкін келер. Әлде де мүмкін келер. Бірақ менің бір-ақ ауыз айтатын сөзім, оны жарнама қылып керек емес, афиша қылып да, керек емес. Сонымен қаншама адамның күнә істеуіне лайықты болып қаласың да, өзің бір күнәға батқанымен қаншама адам батырасың да. Осы дұрыс емес та. Біз айтатынымыз сол ғана, болды бітті. Оны керек емес, көрсетпе. Айтатынымыз ол қарындастарым айтады, ол да біздің қаракөз қарындасымыз. Айтатын тастадың ба? Енді ары қарай оны жайма. Жайып бүкіл басқалардың шешуіне себепші болма дейміз да. Себебі ол да ауыр күнәға жатады, дұрыс па? Керек емес оны жасап. Сондықтан Алла ол қарындастарымызға хидаят берсін. Алланың хидаяты болсын, басқа не қыл дейміз енді. Алланың хидаяты болсын. Түбінде тағы бір келер деп Аллаға дұға етеміз. Бар қолымыздан келетін осы. Біздің қолымыздан келген мұсылманның қаруы не? Дұға ма? Бұл дұға етеміз. Алла сол қарындасымызды қайтадан сол жолға алып келші, Раббым. Алып келші, Раббым, сол жолға. Қайтадан кесінші, Раббым, абүйірін жасырсыншы деп дұға қыламыз, болды. Қолымыздан келетін осы ғана. Ал оны келіп алып сен зорлап, дінде зорлық жоқ деді ғой. Зорлап ораған, ол бәрібір түбінде. Бірінші қай жақтың хиджабын жау керек, білесіздер ма? Жүректің орамалын орау керек. Содан кейін барып өзіме жаққа келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху келердің алдында қандай еді? Шімірікпестен өзінің өгей шешесіне үйлене беретін еді, дұрыс па? Құдай сақтасын, әпке қарындастарына неғыла беретін еді, Құдай бетін аулақ қылсын да. Бірақ келді ғой. Келді ғой. Енді Алла одан сақтасын, әрине ондайға кетпесін, бірақ мынау орамал оранса, ертең Алла тағала хидаят береді. Оны ораған Алла ертең оны тақуаға жібереді, әлде де. Сондықтан бізде сондай сенім болу керек. Бізде сондай сенім болу керек. Алла тағала сол қарындастарымызға хидаят берсін деп дұға етуіміз керек. Қайта біз өкініп жылауымыз керек, оларды не қылмауымыз керек, лағнеттеп оларды масқаралап қараламауымыз керек. Біз қайта жылауымыз керек. Раббым, Раббым, сенсің ғой. Намазда сұрауымыз керек. Раббым, осындай оранып жүрген қыз еді ғой, Раббым. Оның қайтып келуін нәсіп етші, Раббым. Мұсылманымыздың санын көбейтші, Раббым. Осындай абүйірін жасырған қарындасымыз еді ғой, Раббым, деп осыны сұрауымыз керек та біз. Оны қаралап керек жоқ, бірақ ол қарындастарым айтатыным, қарындастарым әрине бұны афишировать етіп реклама қылып та керек емес. Машалла, ұстаз. Керек емес оны. Өте. Ұстаз, мана бір өзіңіз қозғап кеткен сияқты едіңіз, жаңағыдай адамдар өзі мұсылманмын деп айтады, бірақ кәлимасын білмейді да. Осы жайында бір кеңірек айтып кететін болсақ. Жаңа мұсылман деген жалпы адам исламға қалай кіреді, осы мәселелерінде. Енді бағана тоқталып кеткен нәрсе ғой. Мысалға да адам иман деген осы иман калимасы дейді ғой, дұрыс па? Ла илаха илlallah Мұхаммад расулуллах дейді. Енді қазір білмеймін ғой, елдің бәрін шошып тастады ғой. Альхамдулилlah деп айтпа, Аллаға шүкір деп айт, иншалла деп айтпа, Құдайға қаласа деп айт деп мысалға да. Бірақ енді куәлік қалай беріледі? Сен мұсылмансың ба десе қайтып жауап береді? Білмейді. Жоқ, негізі қалай беріледі куәлік? Мысалға мен сізге сұрақ қойайын, мұсылмансың ба десем қалай жауап бересіз? Альхамдулилlah мұсылман. Міне, альхамдулилlah мұсылман. Бұның мағынасы не? Хамды мақтау.
ол жерде Құдайға шүкір деп тұрған жоқ қой. Мақтау болсын Аллаға деп тұр, иә. Хамды мақтау. Альхамдулилля. Күллі мақтау Аллаға болсын. Күллі мақтау Аллаға болсын. Оны жылап тұрып айту керек, жүрек жылау керек. Альхамдулилля, Раббым мені мұсылман қылдың ғой. Мені мұсылман қылдың ғой. Сен Нұх пайғамбардың баласын кәпір қылып жібердің. Ибрахим, халилің болған, досың болған Ибрахим алейхиссаламның әкесін кәпір қылып жібердің. Лут пайғамбарыңның әйелін кәпір қылып жібердің. Қарашы да. Ал Хабибің Мұхаммед Мұстафа жақсы көрген Хабибің Мұхаммед Мұстафа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көкесін кәпір қылып жіберді, жақсы көрген көкесін. Дұрыс па? Оның қасында сен маған бердің ғой Раббым. Альхамдулилля, мен мұсылманмын деп біз қуаныштан жылауымыз керек. Неге? Себебі ақыретте мұсылман, жаңа Алия Карамул айтқандай, не қылады? Ол мұсылман бәрібір тозаққа лайықты болса да, түбі жәннатқа барады деді ме? Альхамдулилля, мен мұсылман қылдың ғой Раббым. Хамды бүкіл мақтау саған, мұсылман, мені мұсылман қылдың. Себебі пайғамбарымыз айтады ғой, егерде иман масаның қанатынан қымбат болғанда, Алла оны сүйген құлы. Егерде дейді, дүние дейді, иман емес, дүние дейді, мен қателеп. Егерде дүние дейді, байлық масаның қанатынан қымбат болғанда, Алла тағала кәпірлерге бір татым суды да таттырмас еді дейді, дұрыс па? Оның қасында иман болып тұр ғой, ең дүниенің байлығы, иман. Ал сол иманды саған Алла берді ғой. Альхамдулилля, Раббым, шүкір еттім саған, мұсылман қылдың мен. Хамды мақтау, бүкіл мақтау саған болсын, мені мұсылман қылдың дейді. Иә, дұрыс па? Ал енді бұның құжатын қайсысы деп сұрайды. Мысалға сіз ертең неге барасыз? Шекарадан өткіңіз келіп тұр. Қажылыққа өтесіз ба? Мүмкін Қырғызстан, Өзбекстанға өтесіз. Не сұрайды сізден? Құжат сұрайды ғой. Құжат сұрайды, дұрыс па? Құжатқа нені көрсетесіз? Жеке куәлігіңізді көрсетесіз. Загран паспортыңызды көрсетесіз, мысалға, дұрыс па? Ал сол сияқты ертең Алла құжат сұрайды ғой. Ол сенетіндер бар, сенбейтіндер бар. Енді сенетіндерден бастайтын болсақ, қабірдегі қойылатын сұрақ не бірінші? Мән роббука, сенің Раббың кім дейді, дұрыс па? Сенің құдайың кім дейді? Ойлаңызшы, сенің құдайың кім дейді? Аллах. Ал сол сияқты құжатың ла илаха иллаллах. Қуанып тұрып айту керек та оны. Қуанып тұрып, ла илаха иллаллах, Алладан өзге құдай жоқ. Мұхаммед Расуллах, Мұхаммедтің мен үмметімін. Мұхаммедтің үмметі бірінші жәннатқа кірмей, ешбір пайғамбардың үмметі кірмейді деді ма? Мен Мұхаммедтің үмметімін. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ақтығының астында болуды қалаймын деп үміт күтуді. Міне, осыны бала тілі шыққаннан үйретуді. Менің анам 79 жылдары, 78 жылдары 5 жасар, 6 жасар баламын. Енді марқұм анам өте жас кетіп қалды. 51 жасында өмірден озып кетті. Алла рахматы болсын, Алла жәннатта орын берсін, иншалла. Сонда мен ең кенжесімін. Енді ол уақытта жаңа есек, бірдеме көрінеді ғой үйге, көзге көрінеді жаңа. Лағнатулла көрінеді ғой, білесіздер ғой, оның мынау Данияр бауырымды Алла разы болсын. Өзі адамды жыннан тазартатын Данияр деген бауырым бар Қаскелеңде. Алла разы болсын бауырыма. Жақында подкастын көрдім. Өте керемет шығарған енді. Алла разы болсын да. Соны қазір айтып жатады ғой. Мен жынды көргенмін, анау мынау деп. Оның өзінің образында ешкім көре алмайды дейді. Ол қаншама хадистерден де естіп оқығанмын. Мен сол ілімді алып кеттім. Оны оқу да оңай емес дейді да. Қазір енді шындығына келгенде ондайларды көбейіп кетті. Оқимын мен, анау қылам, мынау қылам, шығарып берем, мынаншама әкел, ананшама әкел деп Құдай сақтасын да. Ол өйтіп дұрыс емес ол. Негізінде дұрыс емес ол. Әрине, сол айтады да, мен уақытысында Абдығапар ұстазға барып айттым дейді. Мен енді болды шаршадым ұстаз, мен бұны қоямын деп айттым дейді. Қоямын мен, болды біттім деп. Сонда айтты де, сен қойсаң, мен қойсам, кім бұл қазақты тазартады деп айттым дейді. Кім мұсылмандарға жәрдем болады бұны жарайды деп, сосын ұстазым бір сөзін алып кеттім дейді. Сонда сол айтып жатады ғой, мен енді ойбай оның образында көрдім, анау мынау деп айтып жатады. Өтірік оның бәрі дейді. Ешкім көре алмайды. Сол сияқты бала күнімізде, жаңа анамды айтайын деп отырғаным ғой, көрініп қалады бір құбыжық болып көрінеді, бір есек сияқты. Апа шошып кеттім деймін да. Сонда балам ла илаха иллалла Мұхаммед Расулаллах айтшы деп байқашы, тілі көрмеліп сол кезде айтатын еді да. Сол кезде айтатын еді. Дінді жоқ дегізіп жатқан кезде. Сол мынанда қалды да, мынау қалды да. Сол альхамдулилля соны қазір қуана айтамын да, Алла анама рахмат етсінші деймін да. Сол кезде дінді жоқ дегізіп жатқан кезде, мысалға аналарымыз
орамалын тастамады ғой басынан. Жаңағы тақырыпқа келетін болса, алдындағы тақырыпқа. Кеңестің қылышынан қан тамып тұрған дәуірде аналарымыз басынан орамал тастамады ғой. Ал қазір повар егерде орамалсыз тамақ істейтін болса, санэпидстанция штраф салады. Дұрыс па? Медиктер, медицинада жүргендер басында қалпақсыз орамалсыз жүрсе, санэпидстанция штраф салады. Осының бәрі қаяқтан алынып отыр? Қаяқтан алынып отыр бұның тазалықтың барлығы? Этика, эстетиканың бәрі хақ дін исламда тұр. Қалай сөйлеу мәнеретін көрсетіп қойған бізге. Ал этика мен эстетиканың бастауы мешіттен, медреседен шығып тұрған жоқ. Міне, сондықтан бауырларға айтатыным, бірінші осы калимаңды үйреніп ал, әрдайым айта бер, Алла басқа, екінші намазға да алып келеді соны. Зікірдің ең абзал қайсысы? Ла илаха иллаллах, Мұхаммад Расулуллах. Дұрыс па? Қара соны. Бір айтқан адамның калимасы, ла илаха иллаллах, Мұхаммад Расулуллах айтқан адамның калимасы Алланың құзыретіне көтеріледі екен. Көңілсіз көтеріледі екен. Енді жалпақ тілмен айтқан настроениесі жоқ па? Сонда я калима дейді. Неге сенің көңілің жоқ дейді да? Раббым ана калима айтқан құлың неге кешірмедің дейді екен. Сонда менің көңілім болмай тұр дейді екен. Сонда Алланың жауабын қараңызшы, аса қамқор, ерекше мейірімді ғой. Ей калима, сен маған жетпей тұр, олардың аузынан шығып жатқан мен кешіріп қойғам оларды деп айтады дейді. Міне қараңыздар, бұл калиманың маңыздылығы да, ла илаха иллаллах Мұхаммад, әрбір мұсылманның бұл өзінің айтатын ұраны, және құжаты деп айтамын да мен. Мұса алейхиссаламның кезінде айтады ғой. Мұса алейхиссалам өзім естігенім бар еді. Алладан бір дұға сұрайды. Раббым ел білмейтін бір дұғаны үйретші дейді. Сонда ла илаха иллаллах дейді. Бұны елдің бәрі біледі ғой дейді. Мен мұсылманмын деген бәрі біледі ғой бұны дейді. Ла илаха иллаллах деп екінші рет жауап қайтарады. Раббым бұны елдің бәрі біледі ғой. Үшінші рет ла илаха иллаллах дейді. Сонда Мұса алейхиссалам, Раббым, ла илаха иллаллах астында үлкен бір ғибрат, хикмат жатыр ғой дейді. Неге мен ел білмейтін дұғаны сұрағанда ла илаха иллаллахты айта бердім дегенде? Я Мұса дейді. 18 мың ғалам дейді қазақ, 6 мың әлемі адамзат әлемі бар екен. Адамзаттың әлемі бар екен. 6 мың түрі емес әлемі бар да адамның. Ойлаңызшы, әлемі. 6 мың хайуанат әлемі бар екен. Қазір не бір хайуанатты көріп атсыздар ғой? Әлі көрмеген хайуанаттар шығады әлі. Көресіздер. Теңіздің астында не деген анау хайуан жәндіктерді көріп атсыздар, 6 мың хайуанат әлемі бар дейді. 6 мың набатат әлемі бар екен. Набатат деген өсімдік, тас, түрлі нәрселер, тал, не бір өсімдіктерді көріп атырмыз ғой қазір. 18 мың ғаламды дейді, таразының бір бетіне қойып дейді, ла илаха иллаллах сөзін екінші бетіне қойсаң, ла илаха иллаллах ауыр басып кетеді дейді. 7 қат аспан, жер, жаңа 18 мың ғалам бәрі соның ішіне кіреді ғой, соны қойып ла илаха иллаллахты айтсаң, ла илаха сөзі ауыр басып кетеді дейді. Мұсаның қауымы не дейтін еді? Ла илаха иллаллах, Мұса калимуллах дейтін еді. Себебі олардың пайғамбар Мұса еді, дұрыс па? А біз не дейміз? Ла илаха иллаллах, Мұхаммад Расулуллах. Бұл тілге жеңіл келгенмен таразда не қыл деді пайғамбар салсам, ауыр деді бұл. Ал енді біз осыны айтып жатсақ, бұлар не айтады дейсің, бұдан басқа дейді, Алла сақтасын да. Біз жаман боқтауға үйретіп жатырмыз ба? Жоқ бір пара ал, ұрлық жаса деп жатырмыз ба? Имамның айтатын осы ғой, дін қызметкерінің айтатын осы ғой. Осыны өзін көре алмай жатырмыз ғой. Алла сақтасын да. Көрдіңіз ба? Сондықтан қазір 4 тас лақтырса да діндарға, 4 адам 4-еуі де діндарға тиіп жатыр да. Неге? Алла сақтасын. Енді шүкір деңдер, сабыр деңдер деп айтсақ, бізге неге шүкір сабырдан басқа не айтасыңдар сендер? Сабыржан мен шүкірбайдан шүкірбайсыңдар ғой сендер дейді да. А не дегенді? Не дегенді? Имам дін қызметке не айтады бұдан басқа? Айналайын-ау, Құдай сақтасын. Бір бүлікке шақырып жатқан бір имамды көрдіңіздер ме? Біреуін көрген жоқ мен әлі. Дұрыс па? Біз дін қызметкері калиманы көтеріп жүрген адам бүлікке шақырмау керек. Ол бүліктен алып қашу керек. Пайғамбар саллаллаху жолын ұстанған адам. Амр маъруф нахи мункар деді, жақсылыққа шақырып жамандықтан тыйып болу керек. Қараңызшы. Ал бізді келіп алаттаған шүкір сабырдан басқа түк айтпаса, енді не қыл дегенді? Енді не қыл дейді? Төбелес мұрнымыз деп айтайық па? Алла сақтасын. Құдай сақтасын. Сондықтан Құранда не қыл дейді? Әл-фитнату ашаду минал қатл дейді. Бүлік шығару адам өлтіргеннен де ауыр күнә дейді. Ауыр күнә дейді. А бір адамды жазықсыз өлтірсең, әлемде тірі жүрген адам өлтіргеннің күнәсі жазылады.
Ал Расул хадис тұр, фитна, бүлік, ұйықтап жатқан үлкен арыстан дейді. Кім оны оятса, Алланың ләғнеті болсын дейді. Пайғамбар саллаллаху қарғап қойды ол адамды, бүлік шығарған адам қарғап қойды. Пайғамбар қарғап қойды адамзаттың асылы да. Сондықтан бұны айтып жатқан себебім тақырыптан ауытқып жатқан жоқпын. Ла илаха иллаллах Мұхаммад калиманы шынайы айтқан адам бұл бүліктен қашады, ұрлықтан қашады, зинадан қашады, ішімдіктен қашады, өсектен қашады, өтіріктен қашады. Дұрыс па? Аманатқа қиянат қылудан қашады. Міне, ал енді бұл адам қандай адам бұл? Ал енді келе адам ата пайғамбардан бер қарай жақсылыққа шақырған адам ешқашан жақсы болған емес ол. Болмайды да ол. Себебі лағнетті шайтан 24/7 жұмыс істейді. Ол жақсылыққа шақырған адам ешқашан жақсы болмайды. Енді Ағыбай бауырым өзіңіз бастап келе жатсыз ғой, қазір көресіз әлі. Әлхамдулилля, небір сынақтар болады. Мойып бересіз, иншалла. Раббым дейсіз да. Әлхамдулилля, пайғамбар саллаллаху не істемеді? Біздің оның қасында көріп жатқан біздікі болмайтын нәрсе да. Болмайды, түк дейміз. Тырнағың астында кірдей. Кірде болған жоқ па? Тырнағың бір ұшына да келмейді да, біздің көріп қиындық па? Расул саллаллаху не көрмеді? Бірақ қалай жайды осы дінді? Қалай жайды қараңызшы. Сондықтан осыған төтеп беріп, дұға қылып, сенікі дұрыс, сабырмен сондай болуымыз керек та. Әрине, адам ата пайғамбардан бері қарай келе жатқан әулиелер қаншама, әмбиелер өтті, қаншама діндарлар өтті. Мысалға, Омар ибн Абдул-Азиздің кезінде. Омар ибн Абдул-Азиз деген халифа болды, азғана уақыт халифа болды. Соның өзінде зекет беретін адам таппай қалды ғой. Дұрыс па? Зекет беретін адам таппай қалды ғой. Барлығы соншалықты әділ заман болғаны. Сонда сол Омар ибн Абдул-Азиз соның өзінде сондай азғырушылар болған ғой. Сол әділ халифаның кезінде ойлашы. Бір түнде енді ол жақта свет жоқ мешітте. Шам сөніп тұр. Бір адам жатқан кезде Омар бүйтіп өтіп бара жатады да, аяғы басып кетеді. Ана сен жындысың ба дейді да. Жындысың ба сен дейді. Сонда қасындағылар, анау сен халифа, саған жындысың ба деп қоздырады ғой. Дұрыс па? Қалай шыдап тұрсың дегендей қылды да. Сонда Омар ибн Абдул-Азиз не айтады білесіздер ма? Ол менен сұрады, жындысың ба деді. Мен оған жоқ деп жауап бердім дейді. Болды, бар болған менен сұрады дейді. Сен жындысың ба деп сұрады дейді. Мен оған жоқ деп жауап бердім дейді. Бізде қазір солай ғой. Содан мынау мен ойлаймын енді қызметті асыра сілтеу деген қазір бап бар ғой. Содан шығып кетті ма деп те ойлаймын да, Құдай сақтасын да. Сондықтан сен ұлық болсаң, қазақ не қылды? Кішірейе бер, болды. Калиманы айттың ба, мұсылманмын дедің ба, кішірейе бер, болды. Болды, кішік бола бер, болды. Сондықтан осындай болуымыз керек, иншалла. Бірақ енді ол болу қайда? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты ғой, жаңағы осы тақырыптардың бәрін қамтып отырмыз ғой, осының бәрін бір-ақ хадиспен тоқтатуға болады да. Негізі пайғамбар саллаллаху алейхи айтты ғой, ақырет жақындағанда деді, адамдарды жақсылыққа шақырасың деді. Сені мазақ қылады деді. Жамандыққа шақырады, сені мазақ қылады деді. Дұрыс па? Бар ма бұндай хадис? Бар. Жамандыққа шақырсаң, жақсылыққа қылғандай ағылады деді. Тобымен келеді. Дұрыс па? Сол кезде Алланың хақ дінін жеткізіп тұрған адам деді, ақиқатты айтып тұрған адам қолына жанып тұрған шоқ ұстағанмен тәріздес болады деді. Құдай сақтасын, сол уақыт кеп қала ма деп қорқамын да кейде. Жақсылыққа шақырып жатсаң, мысалға сені мазақ қылады. Дұрыс па? Мана өскенді де көргенбіз, өскенді де көргенбіз, өсіп болған соң өшкенді де көргенбіз деген бекерден бекер шығып кеткен жоқ ол. Сол жерде отырғанымда маған жақсылыққа шақырып жатырмын. Мен жамандықтан тыяйын деген ойым болды да, сонда бір ей деп өстіп шықты да. Содан шығып кеткен нәрсе болды. Бір жасанды да нәрсе емес. Сондықтан мен барлық бауырларыма айтатыным, ең маңыздысы дінде зорлық жоқ. Ешкім намаз оқы деп зорлай алмайды. Бірақ мұсылманмын деген адам ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулаллахты әрдайым жатсам Алла, тұрсам Алла, тұра алмай қалсам астағфирулла деген аталардың ұрпағымыз ғой біз. Жаттым Алла сенімен, тұрдым Алла сенімен, тұра алмасам астағфирулла дейтін апаларымыз, кешір Алла деген сөз екен да. Сондықтан намазды Алла нәсіп етсе оқиды ол. Біздікі тек қана не? Діндарлардікі. Жеткізу, ескерту болды. Болды. Сен неғып оқымайсың не? Деп дөрекі сөйлеу дұрыс емес ол. Бас кезде болып қалатын ол. Кейіннен, өлі біледі екесің да.
Сен кімсің ол жақтырмайды сені ол. Біреуге приказном не беріп тұрсаң жақтырмайды ғой сені, дұрыс па? Бұйрық ретінде үйт бүйт деп жақтырмайды ғой. Сондықтан пайғамбар саллаллаху қалай жылы жеткізді. Көркем жеткізді. Сондықтан жылы сөйлесең жылан інінен шығады, қатты сөйлесең мұсылман діннен шығады деп бекер айтқан жоқ. Онда жылы айту керек. Қай жерге барсақ та жылы. Енді бас кезде айтатынбыз. Енді қайдан білесің енді? Мысалы Алматы үлкен мегаполис. Ағыбай бауырымда үлкен мегаполис. Сондықтан бұл жерге мемлекеттің барлық түкпірінен жиналған. Батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік. Енді бірінші келген кезде аттың басын жіберетін. Қаттырақ айтқанын батыстықтарға жағатты ғой. Қатты айтқан. Негізінде. Дұрыс қой енді батыстан келіп жатса. Дұрыс па? Олар көтеріледі. Басқа жерлерге жұмсақтау жеткізу керек. Басқа жерге орташа ағып жеткізу керек. Сосын бір жерлер жаңағы мынау шығыс жақ болып болса, өйтіп қаттайды екен деп қалды да, сонымен сол менталитетке үйренеді екенсің. Адамды үйрететін қоғам. Сол қоғамды үйренеді екенсің да. Сондықтан мысалға анандай жерлерге барсаң, қазір мысалы калиманы қалай айтасың? Бір калима айтқызсаң, еселенген сауат табасың да. Айналайын жандарым, ағаларым, көкелерім, апаларым деп тұрып айтасың да. Айтады оны. Айтады, балаңа да жылы сөйлесең, тіліңді алады ғой. Сол сияқты да. Сондықтан бұл ислам діні өте жеңілден, бұны ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер деп пайғамбарымыз. Бірақ енді жеңілдетіңдер деп тым қатты жеңілдетіп жіберуге де болмайды. Осы міне. Сондықтан менің айтарым, мұсылмансың ба дегенде жүрек жылау керек. Альхамдулилля. Бүкіл мақтау болсын Раббым, мен мұсылман. Құжатың қайсысы дегенде, ла илаха иллаллах, Мұхаммад Расулаллах, мені жәннатқа жетелейтін Алладан өзге құдай жоқ. Мұхаммед пайғамбар Алланың елшісі деген құжатым менің деп осыны білу керек. Қиын да нәрсе емес қой, ауыр да нәрсе емес қой. Құран жаттап ал деп отқан жоқпыз ғой. Мен қари бола алмаймын, бірден айтып қояйын, мен қари бола алмаймын. Неге? Мен ынталанамын. Бірақ пешенеме жазылса мен боламын да. 80-ге келіп те қари болып отқандар бар ғой, дұрыс па? 70-ге келіп те қари болып отқандар бар. 50-ге келіп қари болып отқандар. Егер де Алла менің пешенеме жазған болса, мен қари боламын. Бірақ кейбір адамдар бар, пешене жазылмаған нәрсені требовать етеді да. Егер де сенің пешенеңе кедейлік жазылған болса, сонымен кетесің сен. Оған мемлекеттің кінәсі жоқ. Дұрыс па? Дұрыс. Оған айлықтың кінәсі жоқ. 100 мың айлық тауып атқан адам бар, және 100 мың тауып атқан айлық бар. Екеуі, екі адам тауып атыр. Бірақ мынада барлығы жеткілікті, береке бар да отбасында. Мынада енді береке жоқ деп айта алмаймын, бірақ жетпей жатыр да. Себебі Алланың қалауы сол болып тұр ғой енді. Оның бәрін Аллаға жауып қойма деп жаңа өзім айттым, мысалға. Бірақ әрекет ете бер. Бірақ бәрібір сен аш емессің ғой. Алқаш болып кеткенде басқарған жоқсың, бірақ оған мемлекеттің күнәсі жоқ қой. Үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, пәлен қылып, түген қылып жатыр деп. Астағфирулла, Европа қанша жыл Европа болды? Қанша жылда мысалға бізде келе жатырмыз. Бізде қазір үлкен дамудың үстіндеміз. Цивилизация келе жатыр, Құдайға шүкір да. Әлі бізде Құдайға шүкір оңаламыз. Діни басқармамыздан да қаншама пәтуалар шығып жатыр қазір. Дұрыс па? Пәтуа жинағы шықты мысалға. Сөйтіп бізде көркейеміз, Алла нәсіп етсе. Біз асыққанмен Алла асықпайды. Сонда қазақ не дейді, асыққан шайтанның ісі дейді. Алла разы болсын баршамыздан. Сондықтан әрине тақырыптан ауытқыған жоқ. Мен мұсылман адам сабырлы болады, шүкірлі болады, барлық нәрсеге шүкірмен қарайды. Оның қасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларында өнеге қылуы болады, табиғиндарды өнеге қылуы болады, табиғиндерді өнеге қылуы болады, біздің әулие бабаларымыз өнеге қылуы болады. Мың өліп, мың тірілген қазақ бұл. Осыны аңсап кеткен біздің бабаларымыз. Мұсылман адам әрдайым өзінше дұға қылу керек. Алла бізге осы егемендікті қасық қаны қалынша күрескен аталарымыздың егемендігін тегін беріп қойдың ғой, дымсыз беріп қойдың ғой. Енді осымызды сақтап қалшы Раббым Алла деп қол жайып сұрасақ, Алла Тағала адамның қолын бос жіберуге ұялады. Біздің мақсатымыз тек қана дұға қылу болып бітті, Раббым деп әрекетін жасай беру. Дұға қыл да әрекетін жасай берші, болды. Сондықтан айтады ғой, тәуекелді қалай жасайды дейді да. Пайғамбар келеді ғой, дұрыс па? Түйемді байлайын ба? Жоқ, босатып жібере салып тәуекел қылайын ба дейді да. Байла дейді. Байла дейді. Сосын бар тәуекел ет Аллаға дейді. Дұрыс па? Сонда қазақта мынадай сөз бар ғой. Мұса дейді.
тәуекел ет Аллаға. Бірінші бүйтіп айтты, ей Мұса, түйеңді тұса дейді. Сосын барып тәуекел ет Аллаға дейді. Қазақтың даналығын қарасайшы, хадиске келіп тұрды. Ей Мұса дейді, түйеңді тұса дейді. Сосын барып тәуекел ет Аллаға дейді. Көрдіңіз? Тәуекелдің алдында сен Аллаға әрекетіңді жаса. Сосын тәуекел ет иншалла. Алла бәрін береді. Сондықтан Алла Тағала айтады ғой, өзі өзгермейтін қауымды мен адамды өзгертпейін деді ма? Өзгертпейді. Өзгерісте болу керек. Мұсылмандар жаңа калиман ла илаха иллаллах Мұхаммад расын білмей жүрдік қой. Бізде білмей жүрген уақыттарымыз болды. Мүмкін көп адам білмейтін шығар әлі. Білгеннен кейін өзгеріске ұшырай бастау керек. Қандай өзгеріске? Имани, ислами, жақсы жағын өзгеріске бастай бастау керек. Болды. Сөз мына адам Аллаға қай кезде шын қайтады дейді, мысалы. Жаңағыдай қиындықта ма, әлде тыныштықта ма деген секілді. Осыған бір тоқталып өтсек. Енді Расулаллах саллаллаху алейхи қиындық осы турасында хадис есіме түсіп тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи Алладан сөйлеген. Қиындықта да екі сауап табасың, қуанышта да екі сауап табасың дейді. Дұрыс па? Бір сахаба келіп сұрады ғой, егер де басшымыз залым болса, не қыламыз дейді. Соның әміріне мойынсұнасыңдар дейді. Және сабыр етесіңдер дейді Аллаға. Дұрыс па? Ал егер де басшымыз керемет, мейірбан, әділ болса не істейміз деді, тағы екі сауап табасыңдар дейді. Аллаға шүкір етесіңдер сондай басшы бергеніне, және айтқанымен жүресіңдер дейді. Бұл жерде айтып отырмын, исламда ұтылмайсың сен, проигрыш жоқ. Былай да проигрыш жоқ исламда. Дұрыс па? Әйтпесе имам Хасан радиаллаху анху, имам Хусейн радиаллаху анху не көрсетпеді оларға? Қай шақта еді ол? Хаурижді кезінде ме еді? Қай кезде еді ол? Имам Хасан мен имам Хусейн екеуінің кезінде бір қиындықтар болады ғой. Хасан Хусейннің кезінде. Иә, радиаллаху анхумның кезінде айтады ғой, біреу келіп, біреу намазды өзгертіп оқиды. Сонда айтады, ей, сен барып айтсай дейді анаған, пайғамбар саллаллаху алейхи түскен намазды өзгертіп жатыр ғой анау дейді да басшысына. Сонда айтады, айтпай бені. Неге дейді? Сен пайғамбар саллаллаху алейхи немересің ғой, сенің тіліңді алады ғой. Мен оны айтатын болсам, сендерді өлтіріп жібереді дейді да. Сендерге зиян тимесін деп мен отырмын. Сон пайғамбар саллаллаху алейхи хадис бар ғой. Пайдаң тимесе зияның тимесін дейді да. Қарашы, сосын Алла Тағаланы мұсылман қиналғанда да, қуанышта да еске алу керек. Екеуінде де проигрыш жоқ. Қарас, қиналғанда сабыр етеді. Сабыр етеді. Ойлайсың, сабыр етіп көр, бар. Қиналғанда, дұрыс па? Бірақ Алла шығарады ғой сені. Адамзаттың асылы, Алланың сүйген хабибі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не көрмеді, қандай қиындық көрмеді мысалға да? Шығарды ма? Шығарды ғой. Шарқ сүресінде «Фа иннамал усри усро, иннамал усри усро». Әрбір қиындықтың артында жеңілдік бар деді ма? Бар деді. Екі рет қайталады соны. Дұрыс па? Міне. Бақара сүресінде «Стаину бис-собри уас-сола, инналлаху мас-собирин». Қарас, Алла намаз оқып сабыр сақтағандар жәрдем тілеңдер деді, иә? Және не деді? Соңында «Инналлаху мас-солисин» деген жоқ қой. Намаз оқушылармен деген жоқ қой. Сабыр сақтаушылармен деді. Міне. Бұл қиналған жағдайда. Мас-собирин, сабыр ет деді. Сабыр түбі қазақ не қылды? Сары алтын. Ал, енді бұған не дейді ал? Сабыржан деп жүргендерге айтайын ал. Бұл имамдар сабыржан, сабырда ұтқайды. Қазақ не қыл? Сабыр түбі сары алтын деді. Қазір мен кесіп айта аламын, Қазақстанда аштан өліп қалатын өмір жоқ. Өмір жоқ. Біздің уақытымыз тойып секіріп атқан уақыт, біздің ата-аналарымыз тоңып секірген уақыт. Тоңып секірген уақыт. Мен білемін оны. Көргенбіз оны біз. Алтауымыз өстік, бір-бірімізді киімізді киіп өстік біз. Қазір балаға кидіре аласың ба соны? Тоқшылық бұзады. Жоқшылық адамды сабырға тәрбиелейді. Тоқшылық адамды иманынан бездіріп жібереді. Міне, сондықтан біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді деген бар. Тоңып секірген уақыттарды біз көріп өткенбіз. Көріп өткенбіз біз. Ақиқатында.
бірақ ата анамыз ешкімнен кем қылмай өсірді, альхамдулилля. Маған неге үй алып бермедің, маған неге көлік алып бермедің деген жоқпыз біз. Сол уақыттар біздің сабырмен өскеніміз. Соны көрген бала ертең, міне осы сұраққа жауап, соны көрген бала қуанышында шүкір қылады, жоғында сабыр қылады, қиындықта сабыр қылады. Міне мұсылманға бұл екі нәрсе. Сонда Алла Тағала Құранда не қылды? Тадкуруни ядкурукум вашкуру ла такфурун. Вашкуру ли ла такфурун. Мені естерің алыңдар, сонда мен де сендерді есіме аламын дейді да. Ал енді өкінішке орай қай уақытта біз Алланы еске аламыз? Шындықтан айтыңыздаршы, қай уақытта еске аламыз біз? Жанымыз қиналғанда еске аламыз, өтірік емес ол. Авария болғанда, банкрот болғанда, кредит төлей алмай қалғанда, ой, үйсіз күйсіз жүргенде, я Құдай, я Алла деп Алланы еске ала бастаймыз да. Онда да Алла сені қалдырмайды. Бірақ жағдайың түзеліп кеткеннен кейін ұмыта бастайсың ғой. Дұрыс па? Уже ұмыта бастайсың. Бауырым, ассаламу-алейкум деп амандасып жүрген қиын кезде дүние біткеннен бергел деп бүйт шақыруға көшеміз ғой уже. Дұрыс па? Көрдіңіз бе? Ол адам бұл негізі жұмбақ әлем ғой. Адам бір жұмбақ әлем бұл өз негізінде. Расында да ол сондай. Сондықтан Алла Тағала осы мені есіңе ал, мен де сені есіме аламын дейді. Алланы тек қана қиындық келгенде емес, біреу қайтыс болғанда, біреу ауырып қалғанда емес, қуанышта да еске ал. Алла осы бергеніңе шүкір еттім. Сондықтан айтады, ла ин шакартум дейді. Дұрыс па? Шүкір етсеңдер арттыра берем дейді. Азиданнакум. Арттыра берем дейді. Ал қарсы келсеңдер азабым қатты дейді. Болды. Сондықтан екеуі бірге жүру керек. Бағана айтқанда құстың қос қанаты бірге жүру керек. Көрдіңіз ба? Қиналғанда ғана емес. Ал бір қызметке отырғызды ма, шүкір ет Аллаға. Кабинеттің алдында біреу тұр ма, сіз біреумен сөйлесіп отырсыз, есікті ашып қалды. Тұра тұрсайшы дедің ба? Бір сынаққа іліндің. Болды. Алла ол мынау шүкірсіз екен ғой дейді. Бір сынаққа іліндің. Болмаса кешіріп қойыңыз. Екеуі бір сөз ғой, дұрыс па? Анау грубый, анаусы мейірімді сөзді, мынаусы дөрекі сөз. Кешіріп қойыңыз. Қазір мына кісіні шығарып салайын, сосын десеңіз, анау да тыныш, Құда да тыныш, Құдай да тыныш. Міне, сондықтан шүкір ету. Қай жерде ұлық болсаң кішік бол деп қазақта айтқан осы. Шүкір ету, сабыр етіп екеуі бірге жүреді. Алланы тек қана қиналғанда емес, қуаныш келгенде де еске алу, қиындық келгенде де еске алу мұсылманның мойнындағы асыл нығметі, асыл яғни жаңағы несі дейді, асыл ережесі, осыны алып жүру, қасиеті мұсылманның мойнындағы. Сондықтан әрдайым қиналғанда да, жақсылықта да Алланы еске алатын, қазақ елім аман болсын, қазағым не көрмеді, енді қазаққа Алла Тағала қой үстіне бос тойғай жұмыртқалаған заманды нәсіп етсін. Сонау батыстан қадам басып келген сізде мүсәпірсіз ғой. Алла сізге рахматын жаудырып, биік мінбелерден іліміңіз яда болып, Құдай берсе, альхамдулилля, Ағыбай бауырым иншалла доктор болыпты, дін ғалымы болыпты дейтін. Алла Тағала сондай өзі жақсы көреді, атақ нәсіп етсін. Бірақ жұлдыз таба алмаңыз енді. Жұлдыз таба алып, ұстай алмай қалмай, Ағыбай ой, деп қойды. Қазір жұлдыз таба алып, түсамай атқандар бар, Алла сақтасын. Бірақ Алла бір сәтте түсіреді. Асфаля сафилин деген дұрыс па? Түптің көтеріп апарып не қылады дейді? Тастайды дейді ғой, дұрыс па? Құлатады дейді. Сол асфаля сафилин бет сол, көтеріп барып, ана тиін сүресінде келеді ғой. Ваттини ва зайтун ва турисин ва хадал баладил амин лақад халақна линсана фи ахсани тақвим сумма рададна асфаля сафилин. Илаллазина аману وعمل الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكام الحاكمين. Мысалы, сөйтіп көтеріп әкеледі дейді да енді. Көтеріп әкеліп түптің түбіне тастайды дейді. Алла Тағала сол Тин сүресінде келеді. Түптің түбіне тастайды дейді. Кімдер дейді? Алла сақтасын, көтере алмай қалғандарды. Атақ, мансап, абырой кімдікі? Алланікі. Мақтау, мадақтың иесі кім? Алла ғой. Сондықтан жақсылық келгенде шүкір ететін адам Алланың құлы.
жамандық келгенде сабыр етеді адам Алланың құлы. Ал жамандық келгенде шыңғырып, бақырып, шешең, әкеңді боқтап, қырып жойған адам ол шайтанның әскері болады. Дұрыс емес ол. Ал жақсылық келген кезде көтере алмай қалған тәкаппарлық ол да шайтанның әскері болады. Себебі шайтанды ұртқан не еді? Тәкаппарлық па? Тәкаппарлық. Тәкаппарлық кімнен боялды? Шайтаннан боялды. Сондықтан ол анау Адам алейхиссалам жаратқан кезде сәжде қыласың дегенде не қыл дейді? Мынау сасыған балшыққа сәжде қыл деп тұрсың ба? Мені оттан жаралып тұрып дейді. Дұрыс па? Міне тәкаппарлық. Болды, бітті. Себебі ол 70 мың жыл періштелерге сабақ берген дәрежені көтере алмай қалды. Көрдіңіз ба? Көтере алмай қалды. Сол сияқты бізде көтере алмай қалмайтын үммет болып қалмай Алла сақтасын. Сол лағнеттің әскерінен болып қалмайық. Иншалла Алла тағала нығметін берді ма, шүкір етші Раббым, бұл сенен Раббым. Осы құрмет, абырой, сый-сияпат сенен келіп жатыр Раббым. Шүкір еттім де. Мақтау мадақтың иесі бір Алла екен, ұмытпайық. Сондықтан анау хадисте де келеді ғой. Атақ абырой менің изарым дейді. Тәкаппарлық ол менің ридам дейді. Ол енді о жерде Аллаға бір сипат бермейсің ғой әрине. Бірақ ол менің киімім деп тұр да. Ол мен таласпай-ақ қой дейді. Сен онымен талассаң не боласың дейді. Түбі қорлыққа ұшырайсың дейді. Түптің түбіне түсесің деп сондықтан айтып тұр. Сондықтан көтеріп әкеп түптің түбіне тастайын деп осы Тин сүресін оқыса, соған тәпсіріне мағына берсе, сол адам түсінеді. Соны көтеріліп бара жатқан кезде кішкене тоқтау керек. Әй, мына жерде мен что-то артық кетіп қалдым ау. Анау Омардың оқиғасын оқып отырмын қазір, осымен тамамдайын. Омар радиаллаху анхудың оқиғасын оқып отырмын. Сонда біреу келіп Омарға айтады ғой. Омар, сен егерде әділсіз кетіп бара жатсаң, біздің мына қылышымыздың жүзі сені түзейді дейді. Сонда Омар не қыл дейді? Ей деп жүгіріп бармайды маған. Альхамдулилля дейді. Мен шектен шығып бара жатқанда мені түзейтін қауым бар екен ғой, бұған да шүкір дейді, адам бар екен ғой, шүкір етеді. Қазір біреуге сөйтіп айтып көрші. Сен жақтырмайды ол. Иттің етін жек көріп кетеді. Дұрыс па? Ағайыныңа ашығына анығын айтсаң жақпайсың. Туғаныңа турасын айтсаң жақпайсың дейді қазір. Рас? Турасын айтсаң туғаныңа жақпайсың. Ашықты айтсаң ағайыныңа жақпайсың. Сондықтан иншалла ол өмірде Алланың қалауымен Алланы танып өтсең болды ғой. Ешкімнің Алла жібін аптама деп тәрбиелеген ата-анамыздың тәрбиесінен аспайық болды, бітті ғой сол. Қазақ 3 ауыз сөзбен тәрбиелеген ғой. Ұят болады, обал болады, жаман болады деді, болды. Сонда біз ата-анамыздан дәлел сұраған жоқпыз ғой, дәлел бар ма бұған деп. Дұрыс па? Қазіргілердің бәрі дәлел сұрақшы болып кетті, Алла сақтасын. Дұрыс па? Ұят болады. Бір қағида. Обал болады. Екінші қағида. Үшіншісі, ұят болады, обал болады, жаман болады. Болды. Бітті. Осы 3 қағидамен тоқтаттық қой біз. Сөйтіп өстік қой өзіміз. Сонымен өстік біз, альхамдулилля. Құдайға шүкір. Ал енді күнә істемейтін қауым болмайды. Күнә істеп оған тәубе қылатын қауымды Алла тағала жақсы көреді дейді, дұрыс па? Күнә істемейтін қауымды жерге жұтқызып жібереді дейді. Күнә істеп қойып, басыңа бір үсті баса сабыр ет дейді. Қуаныш кеп баса шүкір ет дейді. Біз сол шүкір мен сабырдың ортасында жүрген хақ мұсылман болып қалайықшы болды. Екеуінде осы жаңа сіз қойған сұрақ қой енді. Қойған сұрақ мұсылман қай уақытта, адам баласы қай уақытта Алланы қиналғанда ма жоқ, не қылғанда ма екеуінде де еске алатын мұсылман болайық. Алла разы болсын, ел аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаратқан Алла келесі кездесуімізде Құдай бұйыртса өнер майталмандарымен кездесіп, олармен де сөйлесіп, альхамдулилля Алламен діннің қандай арақашықтығында жүздесіп жүргенімізді айтуды нәсіп етсін. Бүгін міне Ағыбай бауырымыз кеп қалды. Бастап келе жатқан ұстаздардың бірі, Алла разы болсын. Осы елді ынтымаққа, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыятын Алла иманнан айырмасын.
тіліңізге мүкістік бермесін әрине. Және бір айта кететінім, қазіргі таңда әсіресе мынау блогер болып жүрген бауырларыма айтатыным, ілімді көпті ізденіңіздер, ілімді көпті ізденіп, исламды исламофоб жамандай бермеңіздер. Оның да ертең азабы, сұрау бар екен, ұмытпаңыздар. Судың да сұрау бар деген қазақ. Сондықтан бәріне сұралатымыз ақиқат.